Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Құрметті Омаркет Академиясының тыңдармандары, болашақ бизнесмендер. Қалдарыңыз қалай? Қосылып жатқан кісілер сразу прямой эфирге тіркеліп жатқан кезде бір смайликтан жіберіп қойыңыздар, бар екендеріңізді көрсетіп. Қай қаладансыздар бірден жаза өтіңіздер. Жаңадан тіркелген кісілер көп біздің аккаунтқа. Соңғы реклама жүрген кезде көп кісілер тіркелді. Енді көпшілігі түсінбей жатыр, Омаркетпен қалай жұмыс жасаймыз, қалай не істеу керек, Омаркетпен жұмыс жасау үшін қандай әрекеттер керек, неден бастасам болады, хотя бы изначально қандай да бір қаражатым болу керек па, немесе изначально қандай да бір инструменттер керек па Омаркетпен айналысу үшін. Тамаша, Астанада бар екен. Керемет, керемет. Уағалейкум ассалам, Түймебеков, Алматы қаласы. Көп кісілер енді айналысқысы келеді әртүрлі бизнес түрлерімен. Біреу таксопарк ашқысы келеді, біреу обувной ашқысы келеді, біреу бір цех ашқысы келеді. Енді біреулер Омаркетпен жұмыс жасағысы келеді, мемлекеттік сатып алу жұмыстарымен. Ештеңе шығарып, производитель болып бас қатырғым келмейді. Алып сатумен айналыссам, тез болатын жұмыспен айналыссам деп көздейтін адамдар бар. Оларға Омаркет тиімді. Көпшіліктеріңіз хабарласып директке жазып жатырсыздар, комментарияға жазып жатырсыздар, телефон номерге қалдырып жатырсыздар. Сұрақтарыңыз көп өте қойып жатқан. Өзің қайдансың, братжан дейді. Астанадамыз, Астана, достар. Біз Астанадамыз. Менің есімім Арман Омарұлы. Осы Омаркет Академиясының негізін қалаушы болып табылам. Жетекшісімін. Біз екі ағайындымыз, туған інім бар. Омаркет Қазақстан. Осы оқыту орталығында бізде директор. Қазіргі таңда Қытайда Кантонский выставкада жүр. Сол жақтың производительдермен, сол жақтың поставщиктермен қалай жұмыс жасаймыз, қандай тауарлар өтімді, қандай тауарлар тиімді, Омаркетте болсын, мемлекеттік мекемеде, жалпы тендерге қатысқанда қандай тауарлар әкелгеніміз дұрыс. То есть осындай сұрақтардың мәселесін шешуге, как раз дәл осы сәтке Кантонский выставканың жоспарлаған күні екен, айы, бір ай болады, как раз. Ол соған кетті. Алла бұйыртса, ол жақтан көп деген информациямен келеді. Алла бұйыртып келген кезде сіздермен бөлісетін боламыз Кантонский выставка бойынша. Ал қазірге мынау өздеріңіз сұрап жатқан курстың бағасы қанша, қандай форматта болады, не кіреді оның ішіне, курстың ішіне, құны қандай курстың, не аламыз курсқа келгенде, гарантия бар ма, жоқ па, Омаркеттен нам бар ма, Омаркетпен кімдер айналысқан дұрыс, неден бастаған дұрыс. Мен үлкен 100 миллион, 500 миллиондық тендерларға қатысқым келеді. Қазір бір тиыным жоқ. Соған жету үшін неден бастарымды білмеймін дейтін кісілер өте көп бізге қоятын. Не только Омаркет бойынша, тендер бойынша да сұрақ көп, басқа өмірдің әртүрлі түсі бар. Сол бойынша да сұрақтарын қойып жазып жататын кісілер көп. Енді бір адам қойса, сондай сұрақты, тағы да бір 10 адамға соның жауабы керек шығар. Сол үшін бүгін сіздерге прямой эфир ұйымдастырып отырмыз. Біраз уақыт, бірақ прямой эфир сақталмайды, достар. Берілетін ақпараттар болса, қолдарыңызға блокнот, ручка алып алсаңыздар, e-факторинг жайлы айтатын болам сіздерге. Білетін боларсыздар, e-факторингті. Білмейтін болсаңыздар, қайтадан түсіндіріп айтып өтетін болам сіздерге e-факторинг бойынша. Жалпы e-факторинг қалай жұмыс жасайды, кімге тиімді, e-факторингті қалай пайдаланып, дұрыс жағынан, қалай оборотты тез айналдыруға болады. Осылардың барлығын сіздерге осы прямой эфирде бөлісетін болам. Сұрақтарыңызды қойып, қандай, қазір мысалы осында отырған қаншама кісі бар, сұрақтарыңыз қандай жалпы Омаркет бойынша, не білгілеріңіз келеді. Мүмкін мүлдем Омаркетті түсінбейтін кісілер бар шығар, немесе Омаркетте жұмыс жасап жүр, бір-екі түсінбей жүрген сұрақтар болатын болса, жазып отырсаңыздар, сіздерге жауап беретін боламыз, достар. Жақсы ма? E-факторингті кім біледі, достар? E-факторингтен хабары бар адамдар бар ма? E-факторингті білетін адамдар болса, или просто естіген болса да, қандай да бір информацияларыңыз болса, осы жерге жазып өтсеңіздер, мен примерно түсіну үшін. E-факторинг бойынша білетін кісілер болатын болса, жазып өтіңіздер. Қалай алуға болады, қалай істеуге болады, қалай жасауға болады, E-факторингтің мүмкіндігін қалай пайдалануға болады. Бұрын мысалға мен өзім бірінші алғаш тендермен айналысып жүрген кезінде менде де ақша болмайтын. Ақша жоқ, жаңадан жас бала тендерді енді бастап келе жатқан, әлі өзі де толық түсінбейтін адамға ешкім қарызға ақша бермейді. Ешкім саған сен үшін гарант болмайды, потому что ол рискованный нәрсе, жаңадан басталып жатқан нәрсе.
көп адамдар оны түсінбейді. Сен кімнен қарызға сұрасаң да ол адам да түсінбейді. Ол кезде сондай кезде үйрететін адам жоқ, оқытатын оқыту орталығы жоқ. Сол кезде біз тендерді бастаған уақытта ақша іздеп таппағаннан кейін ең арзан тендерларды алатын тұғымыз. То есть суммасы аз. 5 мың теңге, 10 мың теңге, 50 мың теңгеге дейінгі тендерлер. 20 мың теңге. Зато солардың бәрін ұтып алып, тендерге қатысып, оны ұтып алып, оны поставкасын жасап, опыт жинайсың. Көп опыт жинайсың, көп опыт жинағаннан кейін үлкен суммадағы тендерларды уже қорқпайсың, потому что білесің ары қарай не болатын. Товар сатып алғаннан кейін, жеткізгеннен кейін, немесе услуга работа істеп жатсаң, одан кейін жұмысты тапсыруың керек. Ол қандай этаппен жүреді, кім қабылдайды, қалай қабылдайды деген сияқты. То есть осының барлығы ол уже пройденный этап қазір маған. Бірақ сол кезде қазіргідей e-факторинг болған жоқ, достар. Ол кезде e-факторингтегідей, тура e-факторингтің қазір беріп жатқан мүмкіндігі сол кезде болғанда, қазір ситуация мүлдем басқаша болуы мүмкін еді. Қараңыздар, e-факторинг жалпы осы омаркетпен, мемлекеттік мекемемен жұмыс жасайтын поставщиктерге инвестиция береді. Так, бір секунд қоя тұрайық. Арина деген жазып жатыр екен, біздің оқырманымыз. Товарды қабылдағанда бір штук жетпейді деп заказчик хабарласты дейді. Әлем татқа звондасам, бас алып қашады. Бізден емес деп дейді. Бесполезный сияқты, табылмайтын сияқты жоғалған товар дейді. Енді бұны зерттеу керек. Товарыңыз сіздің қолыңыздан заказчикке жеткенге дейін қанша адамның қолынан өтті товарыңыз. Бұның барлығын зерттеп қарап көру керек. Қаншалықты деңгейде, қандай да бір ошибка бар шығар. Бірақ енді бір товарды дүниеге бір ұрлап алады, немесе товарды тығып қояды деген ой жоқ, потому что логистический компания, олар өздерінің репутациясы үшін жұмыс жасайды. Оларға бірінші очередте өзінің клиентінің безопасный товар жеткендігі. Бірақ технический сәт кез болады, машина бұзылады деген сияқты. Адамдар жұмысқа сменге шығып жүрген адам ауырып қалады, орнына басқа адам шығады. Шатастырып жіберу деген мыңнан бір кез келген салада ондай болуы мүмкін. То есть адам жүрген жерде, қателік бар жерде, шың бар жерде, құз да бар деген сияқты қателік болса, шешілетін де мәселесі бар. То есть ондай жағдайлар болып тұрады. Но ол енді күнде емес, и каждый сіз заказ берген сайын ондай болмайды. Егер ондай болатын болса, конечно, оны бірден уже реттейді, немесе табады қателігіне. То есть, достар, e-факторингке келейік. E-факторинг бойынша сіздерге айта өтейін. Мысалымға, мемлекеттік мекеме, госзакуп және омаркет. Бұлардың барлығы осы площадка арқылы поставщиктер өзінің қызмет түрін, жұмыс түрін, тауар түрін мемлекеттік мекемеге сатады. Мемлекет өзіне керек дүниелерді осы площадка арқылы сатып алады. Енді осы площадкамен жұмыс жасау үшін, мысалға бұл жерде мемлекеттік мекеменің өзінің правиласы бар. Ақша төлескен кезде, немесе ақша төлейтін кезде, немесе товар қабылдауы, мысалға сіз бүгін договорға отырсаңыз мекемемен портал арқылы, сіз 15 күнде, егер товар болса, 15 күнде сіз жеткізіп беруіңіз керексіз. Сіз 15 күннен асырмауыңыз керексіз. Бірақ сіз 3 күнде де жеткізе аласыз, немесе 5 күнде де жеткізе аласыз. Товарды жеткізіп бергеннен кейін заказчик сізге қол қояды, қабылдадым деп, қол қойғаннан кейін 30 күннің ішінде сізге ақшасын төлейді. То есть бұл заказчиктің правиласы берілген, мемлекеттік мекемеден сатып алу бойынша бұл правила. Осы правила бойынша жүреміз, осы правила бойынша жұмыс жасаймыз. Технический характеристика, требовать етілген товардың өзінің характеристикасы болады. Сол характеристика бойынша сіздер жеткізу керексіздер. Басқа товар апаруға болмайды. Қай товарға договорға отырдыңыздар, сол товар бойынша товар жеткізіп бересіздер. Немесе жұмыс түрі болсын, қызмет түрі болсын, сол требование бойынша сіздер жасайсыздар. Бір жұмыста екі договор болмайды, достар. Бір жұмыста екі договор болмайды. Екі договор дегеніміз бір рет договорға отырдыңыздар, одан кейін тағы да барып, ой, анауым болмай қалды, мынауым жетпей қалды, анау табылмай қалдым деп орнына басқа товар немесе басқа да қызмет түрін ұсынуға болмайды. Барлығы заң аясында жүргізілу керек. Енді мемлекеттік мекеме 30 күннің ішінде сізге ақша төлейді. Бірақ сіз 30 күн бойы күткіңіз келмейді. Енді мекеменің барлығы 30 күн бойы ұстап тұрмайды ақшаны. Мекемелер көпшілігі, омаркетте жұмыс жасаған уақытта көпшілігі 15 күннің ішіне төлейді. Неге омаркетте деп айтамын? Өйткені омаркетте бір договор 13 миллион 800 мың теңгеден аспайды. То есть 4 мың МРП-ден аспайды. Түсініп отырсыздар ғой, достар, То есть сол себептен оның ішінде 5 миллион, 3 миллион, 1 миллион, 500 мың, 300 мың деген заказдардың суммасы көп. Сол себептен заказчиктер оған қиналмайды, тез-тез төлеп жібереді. Егер үлкен сумма болатын болса, онда заказчиктер 30 күнге дейін созуы мүмкін. Ондай вероятность бар.
Енді осы кезде e-факторинг бізге қандай көмек бере алады, e-факторинг не істей алады? E-факторингтің инвестиция жасайтын түрі немесе беретін қызметтің түрі өте көп. Мысалға, мынандай түрі бар. Сіз тендерге қатысасыз, тендерді немесе о-маркеттен заявка келеді, сатып аласыз, затыңызды апарып бересіз заказчикке. Заказчик қабылдағаннан кейін 30 күннің ішінде сізге төлеу керек. Бірақ сіз точно білмейсіз, заказчик қай күні төлейтін. Өйткені заказчиктің құзырында 30 күн ішінде төлеу керек. Ол өзі біледі, 25 күні төлей ма, жоқ. Сіз товар апарғаннан кейін 5 күннің ішінде төлей ма, заказчик өзі біледі. Әрине, егер заказчик лояльный адам болса, былай ешқандай проблемный емес, ешқандай проблема жоқ болатын болса, ол сізге бір 10 күннің ішінде төлеп жібереді. Бірақ заказчиктер созған жағдайда, 30 күнге созған жағдайда, сіздің ақшаңыз заказчиктің қолында тұрады. То есть сіздің сатып алған товарыңыз айналымға түспей тұр, пока әлі ақшасы келмей жатыр, келесі товар сатып алып, апарып жеткізгенге. Осы жерде сіз қойылған акт бойынша e-факторингке сата аласыз осы договорды. Мысалға, товарды заказчик апарып бергеннен кейін сіз акт қолыңызға қол қойылады, то есть актқа қол қойдырып аласыз. Актқа қол қойғаннан кейін сол договорды сіз e-факторингке сатасыз. E-факторинг оны әрине сізден сатып алған уақытта оны сізден тегін алмайды. Ол жерде e-факторингтің ол жерде өзінің проценті бар. 3%, 5%, ол заказчиктің төлейтін уақытысына байланысты. Сізге e-факторинг өзінің ақшасын төлеп қояды, келесі товарды алып, ары қарай сіз жұмыс жасай бересіз, заказчиктің төлегенін күтпей-ақ. Түсінікті ма, достар? Одан кейін торговое финансирование деген бар e-факторингте. Торговое финансирование деген ол актқа дейін. Демек сіз о-маркеттен заявка келді сіздің товарға, мысалға 5 миллион теңгеге заявка келді дейік. 5 миллион теңгеге заявка келсе, сізде ақша жоқ, товар сатып алып заказчикке апаруға. Сол кезде сіз келген договор бойынша e-факторингтен сол сатып алатын товарыңыздың 70%-ын алдын ала өзіңіздің спецшотыңызға аудартып ала аласыз. Әрине, оны аудартып алу үшін сізде арнайы правиладан немесе требованиядан өткен болуыңыз керексіз. Қандай? Бірінші очередте заказчик добросовестный ма, то есть заказчик ешқандай мекемемен соттасып жатқан жоқ па, ешқандай қарызы жоқ па деген сияқты требование, потому что заказчиктің счеты блокта болуы мүмкін, немесе заказчикта бір қиын жағдай болып жатқан болса, сіздің ақшаңызды төлей алмауы мүмкін. Мысалға 18 мың заказчик болса Қазақстанда, соның примерно бір 1000 жарымы осындай жағдайда болуы мүмкін. Бұл бірақ постоянно болмайды заказчиктер. Мысалға жылдап, 5 жылдап, 3 жылдап, 4 жылдап заказчиктер недобросовестный болмайды. Просто период болады сондай, заказчик уақытылы төлей алмай қалатын. Заказчиктерге бюджетке ақша түспей қалады. То есть осындай моменттерге сіз түсіп қалатын болсаңыз, сіз ақшаңызды алуыңыз ұзақ болады. Сол себептен бұл жерде e-факторинг компаниясы кімдерді спонсировать етеді. То есть оның енді жұмыс істейін деп жатқан заказчиктің добросовестный или недобросовестный екен. Оны қайдан білеміз? Оған заявка келген уақытта заявканы қабылдамай тұрып тексеретін өзінің құралы бар. Оны e-факторинг компаниясы оны мүмкіндік есебіне сіздерге береді тіркелген уақытта. Сіздерге соны тексересіздер заказчикті, немесе тендерге қатысатын кезде, прежде чем тендерге заявка бермей тұрып, заказчикті тексеріп аласыздар. Егер заказчик лояльный, дұрыс ешқандай проблема жоқ болатын болса, заявканы бересіздер, то есть тендерге қатысасыздар, немесе заявканы принимать етесіздер, ол маркеттен келген. Одан кейін барып, договор қойылғаннан кейін уже e-факторингке обращаться етіп, өзіңіздің керек суммаңызды аласыз. Или болмаса, келесінде заказчиктен бөлек ол сіздің өзіңізге де арнайы требование бар. Сізге қандай требование? Сізде міндетті түрде 15 заявка жапқан болу керексіз. 15 заявка деген ол нені білдіреді? E-факторинг нені түсінгісі келеді? E-факторинг сіз осы мемлекеттік мекемемен жұмыс жасаған уақытта технически ошибка жасамайтыныңызды, толық түсініп тұрғаныңызды білгісі келеді. Потому что болды алдында e-факторинг берген кезде жаңадан бастап жатқан кісілер, олар элементарный ошибкаларды жіберіп алып жатты, келген договорға қол қоймайды деген сияқты, немесе товарды уақытысына жеткізбейді, тағысын көптеген ошибкаларды жасап отырған уақытта ол e-факторингке өте жайсыз, ыңғайсыз болады. Түсінікті ма, достар? Сіздерге түсінікті болып жатыр ма мен e-факторинг жайлы айтып жатқаным? Түсінікті болып жатса, бір қандай да смайлик, бір нәрсе қалдырып қойып отырсаңыздар, плюс немесе минус или қалай удобно солай. Или түсінікті болмаса, тоже жазыңыздар, мына жерін түсінбедім, мына жерін қайталап айт деген сияқты. То есть e-факторингтен торговый финансирование алу үшін міндетті түрде сіз 15 заявка өзіңіз жапқан болуыңыз керексіз. Суммасы не имеет значения. 1000 теңге болсын, 1 миллион теңге болсын, оған ешқандай бас ортпай қойсаңыз болады. Но бір айдың ішінде 15 заявка жабуға болады. Смело ойланбай, қиналмай-ақ, ешқандай
уайымдамай-ақ 15 заявканы жабуға болады бір айдың ішінде. Қатыстың тендерге, ең арзан тендерге, немесе Омаркетте предзаказ бар, предзаказдың ішінде ең аз сумма өзің қалаңдағы болса, соған заявка баға берді, ұтып ал. Табысы болмаса болмай ақ қойсын. 5000 теңге, 3000 теңге көп қой, майда шүйде заказдар бар оның ішінде, Ұтып алдында заказчикке апарып бердім. Процесті көрдің қалай жүретінін, Ұтып алу, апару, қол қою, договорға қол қою, актқа қол қою, қалай процесс жүргізіледі, заказчик қалай қабылдайды. Осы процесті бір өтесін, екі өтесін. 15 рет өткеннен кейін безупречно, то есть без ошибок, ешқандай штрафсыз, товарын кешіктіріп апарып бермей. 15 күннен кешіктірсеңіз товарды, онда штраф. Үстеріңізге штраф жүреді. Штраф болғанда там сумма незначительно, но ондай нәрсе керек емес. Штрафқа түспей қойғандарыңыз дұрыс. Лучше 15 күн ішінде жеткізберіңіз. Одан кейін торговый финансированияны 15 рет осылай жауып безупречный болып тұрсаңыздар, сіздердің өткен өміріңізде черный списокта болған болсаңыз, кредиттан, қарыздарыңыз болған, бір қандай да бір сондай проблемаңызға ол қарамайды. Түсінікті ғой достар, ИП ашып жұмыс жасап жатырсыз ба, значит, сіздің счетыңыз ареста емес, счетыңыз ашық тұр. ТУО болсын, ИП болсын, атыңызда болғаннан кейін сіздің счетыңыз ашық тұрады. Ода енді оборот болып жұмыс істеп тұрғанын e-факторинг компаниясы тексеріп көре алады, достар. Түсінікті ғой сіздерге, тексеріп көре алатын. Нақты сіз жұмыс жасадыңыз ба, жасамадыңыз ба? Алда жүрем деп ойламаңыздар. 14 болса да болады ғой деп өздеріңіздің ыңғайларыңызға емес, требование бойынша жұмыс жасау керек. Сол кезде e-факторингте өзіне лояльный жұмыс жасайтын, таза, жұмысы таза, тірлігі таза адам болатын болса, e-факторингке де ыңғайлы. Ол за счет этого сені спонсировать етіп отырып, саған инвестиция құя отырып, ол өзі зарабатывать етеді и саған мүмкіндік береді. Енді бұл қызметтің ақысы қанша? E-факторинг қанша пайызын ұстайды? Қызығы осы, бәрімізге, бәрі безупречный, керемет, көмектеседі, береді. Но e-факторингтің енді өзінің бұл жерде ұстайтын комиссиясы бар. Мысалымға 5 миллион теңге болатын болса, олдан 10%. Қандай суммаға алып отырсыз заявканы? Сізден ұсталынатын пайыз 10%. Мысалымға 5 миллион теңгеге сізде заявка болса, сізде расход 3,5 миллион теңге болатын болса, то есть товарыңыз сатып алып апарып беру, жана логистикаңыз бар, немесе жана жүк тасымалдаушыларыңыз бар, көтеретін адамдар бар, грузчиктер бар деген сияқты егер ауыр зат болса, соның барлығы 3,5 миллион расход болды, 1,5 миллион маржа болып тұр. Осының 500 мың теңгесі, то есть 5 миллионның 10%-ы 500 мың теңге. 500 мың теңгесін e-факторингке бересіз, 1 миллион теңгесі өзіңізде қалады. Енді бұл процесс қалай болады? Мысалымға, сізге 5 миллионға заявка келді. Келген уақытта, енді 1,5 миллион маржасы болса, сізге нақты жарататын ақша керегі 3,5 миллион теңге. Мысалымға, осы 5 миллион теңгенің e-факторинг компаниясы сізге 70%-ын аударып қояды. Сіз спецсчет ашасыз, сол спецсчетқа 70%-ын аударып қояды. 70%-ын сіз ақшаңыз шешіп аласа, товарыңыз сатып алып, апарып бересіз. Но сіз сатып алатын товар, ол 70%-ның ішіне сыймауы мүмкін. Тағы да қосу керек болатын болса, ол сіздің математикаңызда тұру керек, есебіңізде болу керек. То есть есеп обязательно керек. Апарып заказчикке бересіз, заказчик қол қояды, қабылдадым, товар болды, ешқандай проблем жоқ. Сол акт таласында бірден e-факторингке жібересіз. Енді заказчик товарды қабылдағаннан кейін 30 күннің ішінде сізге төлеу керек болатын болса, бұл жолы e-факторинг компаниясы сіз актты бере салысымен сізге қалған 30%-ыңыз қалып тұр ғой. 10% комиссиясын ұстайды, 20%-ын бірден сізге аударады. Заказчиктің 30 күн төлегенін күтпейді. Уже ол сіздің проблемаңыз емес, сіздің басыңыз ауырмайды оған. Дұрыс қой достар, То есть оған сенің уже басың ауырмайды. То есть бұл кімдерге тиімді e-факторингмен жұмыс жасаған? Мысалымға, оборотта 30 миллион, 50 миллион бар адамдар, оларға қысық емес. Мысалы, тендермен омаркетпен айналысқан. Менің ойымша, орта есеппен ол өзі ақ тауып жетіп жатыр. Бұл нөлден бастап жатқан кісілерге. Енді мысалға ақша жоқ, қайдан бастаймын? Жаңа алдында өзім әңгімені бастаған кезде айтқан болатым. Өзім тендермен айналысқан кезде 0 теңгем болды, қалдымда 1 теңгем де болған жоқ. Аз суммадағы тендерлерге қатысып, отып, соның ақшасын жинап, үлкен тендерлерге қатыса бастадық. Ол кезде e-факторинг болған жоқ. Ал қазіргі таңда бұл e-факторингтің беріп тұрған керемет мүмкіндігі. Мысалға 1 миллионның 500 мың теңгесін e-факторинг алып қалып тұр. Егер мысалға басқа да инвесторлар бар, 70-те 30 деп жұмыс жасайтын. 10% емес, 70-те 30, 60-та 40 деп мысалға. Енді ол 70-те 30 дейтініміз ол табыстан, таза маржадан. 1,5 миллион теңге табыстан 70% инвестордікі, 30% исполнитель, то есть жұмыс жасаған адамдікі. Енді 1,5 миллионның 70% қанша болады, 30% қанша болады, өздеріңіз есептеп қарап көріңіздер, математикасын шығарып көріңіздер. Қалай жұмыс жасаған тиімді. Және ол инвестицияны алу үшін
енді не деген адский кругтан өту керек, не деген требованиядан немесе қаншама әрекет жасау керек, и то гарантия жоқ сіз соған ілінетіңізге или алатыныңызға. А e-факторинг компаниясының өзінің отдельный требованиясы бар. Сол требования бойынша жасайтын болсаңыздар, барлығын мүмкіндігін алуға болады e-факторингтің. Басында e-факторинг шыққан уақытта бұндай қатты жесткий условия қойылмаған еді. Ол кезде торговое финансирование бізден курс өткен, біздің осы Омаркет академиясының курс өткендерге жасалып беріліп отырды изначально, как тест жасағанмен бірдей болып, қалай болатын. Но ондай мүмкіндікті өзіміздің халқымыз көпшілігі көтере алмады, ондай мүмкіндікті. Оның слабый тұстарын көріп, немесе слабый жерін тауып, өзінің арам ойларын жасауға, бір мошеннический жолдар, ақша спецсчет өзіне ақша түскеннен кейін барып тендердің поставкасын жасамай, басқа бизнеске салып, басқа жер, басқа әрекеттер жасап кеп жатқан адамдар болды. Қазіргі таңда ондай жасау мүмкін емес, достар. Ондай жасай алмайсыздар, поэтому тоқтап тастап, қайттан шығарып отыр. Егер сол кезде сондай әрекеттер болмаса, мысалы халықтың өзінен, оқушылардың өзінің арасынан болмағанда, сол условия қалатын еді, сол условия күйінде тұратын еді. Енді қазіргі таңда мынандай условия беріліп отыр, бұның да әлсіз жерін мүмкін біреулер шұқылап іздеп табатын жолын қарастыратын шығар, мысалы. Әйтеуір бір договордың болса да ақшасын қайтармай қойсам e-факторингке, немесе каким-то образом бермей кетсем, алдап кетсем деген мүмкіндік болатын шығар деген сияқты қияли ойдан аулақ болыңыздар. Потому что ондай арам ақша желкеңізден жетеше шығады. Одан кейін жүресіздер. Не ипі жоқ, не туы жоқ. Бастарыңызда проблема, біреудің ақшасын қайтарамай. Сізге сұрағым бар дейді Арын мырза. Қойыңыз сұрағыңызды. Так, мына жақта да біраз сұрақтар бар еді. Бағана өткізіп кеткен. Жеткізу туралы алиментатпен Омаркет жұмыс жасамаса жақсы болар еді, өте баяу жүреді. Енді қараңыз, сізге алиментат ұнамағанмен, ол екінші бір поставщиктерге ұнайды. Оның ішінде DPD деген бар, X-Line деген бар, Қазпочта бар. Сіз ауыстырсаңыз болады оларды кез келген. Әрқайсының тарифтері әрқалай, әрқайсының жаңағы условиясы деген сияқты жұмыс жасауы, біреуге баяу, біреуге жай, біреуге жылдам. Соны тексеріп қарап көрсеңіз болады, әрқайсымен жұмыс жасап, логистический компаниялар. Сол қайсысы тиімді, сонымен таңдасаңыз болады. То есть таңдау бар ол жерде. Обязательно бір ғана компаниямен емес, бірнеше 5 компания бар. 5 компанияның ішінен бәрі жаман болуы мүмкін емес. Так. Шатасқан жоқ, ішінен бір товарым жоқ дейді. Мүмкін кем салынған шығар ішінде. Өзіңіз салдыңыз ба, немесе салған кезде фиксация болды ма? Уағалейкум ассалам. Факторинг финансирование жасап жатыр ма дейді. Факторинг финансирование Алла бұйырса, осы жақын арада іске қосады, достар. Факторинг финансирование енді әрине біз арқылы тіркелетін болсаңыздар, e-факторингке, біз арқылы қызметін алатын болсаңыздар, сізге оның қызметінің барлығын жылдам, аз уақыт ішінде, түсінікті уақытта тез қабылдауға мүмкіндік бар. Және әрине өздеріңіз тікелей e-факторинг компаниясына хабарласып, сайты бар, өздеріңіз терсеңіздер, көресіздер, тікелей хабарлассаңыздар да болады. Одан кейін e-факторингті қазір көздедіңіздер ма? Қазір көздесеңіздер e-факторингті бірден әзір дайын болмасаңыздар да бірінші шаг ол Жусан банктен спецсчет ашып қоясыздар, достар. Жусан банктен спец ашып қоя салғандарыңыз жақсы, ол сізден нан сұрамайды, ақша сұрамайды, ол сізге жыламайды, есіңіз тоқылдатпайды. Так что әзірге спецсчет ашып қоясаңыз, ол да сізге преимущество береді, достар. Так. Түсінікті ма, достар? Финансирование жасап жатыр ма, жауап берген екенмін. Финансированиясын e-факторингтің алмас бұрын сол алдын ала тіркеліп, счет ашып, Жусан банктен спецсчет именно сол e-факторинг бойынша ашып қойсаңыздар, ол сіздерге плюс. Дәл керек кезде, деген кезде уақытты соған жібермей, тез жұмыс жасап кетуге мүмкіндік болады. Мынау тендерге қатысып жүргендер, мысалы жылдың басынан үйренгендер, біздің өзіміздің оқушыларда отырған шығар тікелей эфирде. Және де мынау енді оқиын деп жүргендер, немесе өздері жұмыс жасап жүрген кісілер болса, бірден санаңыздар, историяларыңыз қараңыздар, қанша заказ жаптыңыздар, қанша тендер оттыңыздар биылдыққа. 15 заказ безупречный жабылған бар ма, без штраф, то есть без предупреждения, ешқандай былай айтқанда косяксыз. То есть сол кезде сіздер уже кішкене болса да соның аталып кетесіздер. Мысалы JCF жапқан болсаңыздар жылдың басынан бері, бұл тендершіктерде жоқ шығар, 60 тендер оттым деген осы уақытқа дейін. Омаркетте осы уақытқа дейін 100-150 заказдан алған адамдар бар.
оларға уже смело 15 заказ жауап қойған адамдарға смело e-факторингтен алу мүмкіндік бар, уже плюс. Так, саттар 18 дейді, тамаша. 18 тендер ма или заявка ма Омаркеттен келген? Спецсчет деген сол жусаннан беріледі арнайы. E-факторингтің беретін ақшасы сіздің өзіңіздің ипіңіздің счет емес, сол ипіға ашылған спецсчетқа түседі ақша. Заказ тез келу үшін не істеу керек дейді. Заказ тез келу үшін тез жұмыс жасау керек. Әрине қалжың тез жұмыс жасау дегенде. Заказ неге келмей жатыр? Бұрын қалай келетін еді? Неше тауар тіркедіңіз? Кәдімгідей разбор жасау керек бұған. Қойған тауарларыңыздың бағасын соңғы рет қашан мониторинг етіп, қарап, обновлять еттіңіз? Сезонмен жұмыс жасайсыз ба, жұмыс жасамайсыз ба? Или сізде тек қана определенный бір 10 шақты тауар түрі бар ма? Ондай кісілер бар. Определенный 10 шақты тауармен айналысатын, немесе определенный бір 20 наименованиясы бар, болды. Ол бір өзіндік бір сезонында жақсы жүреді. Мысалы, Омаркеттің өзінде де өзінің сезоны бар. Мысалы, стройматериалдар жаздың күні. Көктемде жақсы жүреді. Стройматериал, осы құрылысқа керек дүниелердің барлығы. Ал нелер болатын болса, мысалы, праздничный керек тауарлар болатын болса, ол февральдан бастап заказ келе бастайды, және қазіргі уақытта осында именно праздникке керек оформление, жаңағы енді, в общем, елкаға керек нәрселер, міне 25-ші не келе жатыр, қазан келе жатыр, иә. То есть садикте, мектепте олар аталып өтеді, қандай да бір белгілі бір деңгейде ол аталып өтеді. Мұғалімдердің арасында, жаңағы оқушылардың арасында деген сияқты. То есть ол жерде сол оформлениенің барлығын олар осы тендер жариялау арқылы, немесе заявка беру арқылы, Омаркет арқылы сатып алады. Бұрын тендер жариялайтын бұндай дүниенің барлығын. Ол бір апта тұрады порталда, адамдар қатысады, потом ішінде біреу ұтады, победитель болып, қаншама уақытта бұның барлығы процесс. Одан кейін договор, оны 5 күн күтеді, договор, подтверждение и так далее, сонда 15 күн уже өтіп кетеді. Омаркетте заявка шығарды, кімде бар, түсті, договор ертесіне келеді, договорға қол қойды, уже 3 күннің ішінде ол заказчиктің қолында. Заказчикке тиімді ғой осы, 15 күн, 20 күн күткен жақсы ма, әлде жоқ бір 5-6 күнде, немесе 10 күнде қолына түсірген жақсы ма? Әрине, ең тиімдісі 5-6 күнде қолға түсірген тиімді. Сол себептен сезонға қарау керек, қандай тауарлар тіркеп жатырсыз, қазіргі таңда қандай тауарлар тіркеген дұрыс. Біздің қолымызда список бар, достар. Алдыңғы жылы сентябрьден бастап декабрьдің 25-іне дейін қандай тауарлар актуальны жүріп отырды, соның ішінде топ актуальны тауарлардың тізімі және қанша рет договор болды сол тауарларға. То есть алдыңғы мен прямой эфирде оны көрсеткен болатын, оны айтып, қандай списогі бар деп, кім жазады, кім сұрай, сол списокті біз сол бізге келген кісілерге береміз, үйлестіріп, қандай тауар тіркеген дұрыс деп. То есть түсініп отырсыздар, бір тауарды ғана тіркеп қойып, бетіне қарап отыратын болсаңыздар, бұл жерден сізге бір особо нан жоқ. Бір кездерде бір жақсы заказдар келіп қалуы мүмкін, но постоянно заказ келмеген кейін особо сізде уақыт бөлмейсіз, сонымен заказ келгенде сіз көрмей қаласыз, өткізіп аласыз, сосын ойбу, Арман мырза, мен ұйықтап қалыппын, өткізіп алыппын деп сындап тұратын кісілер бар. 5 миллионға келіп еді, 7 миллионға келіп еді, мен уақытым өтіп кетіпті, мен жолда жүредім, мен анда жүредім, мен мында жүредім. То есть сондай кісілер өткізіп алады. Сөйтеді, ол предзаказға шығады ол заказ. Ешкім қабылдамай қойса, келген заявканы. Мысалға келіп жатыр, маған келді, мен қабылдаған жоқпын, ұйықтап қалдым, жолда жүрмін. Тағы біреуге барды, ол тойда жүр, біреу тойға барады, біреу той жасап жүр. Сөйтіп жүрген кезде ешкім алмағаннан кейін ол заявканы, ол алады предзаказға шығады. А предзаказда мына жақта сондай заказды зарығып күтіп отқан халық отыр, волктар, аш. Шықты ма бірден бағасын береді, өздерін сөйтеді, ішінен нақты сонымен айналысып жүрген адамдар жол болады. А сіз болсаңыз өзіңізге келіп тұрған мүмкіндікті жіберіп алдыңыз. Сол үшін ол жерде мысалы кісілер білмейді, телефонды привязывать етіп қоюға болатын өзінің кабинетіне. Заказ келген кезде телефонға да заказ шығып тұрады, высвечивать. Обязательно таңнан кешке ноутбуктың бетінде отырудың қажет жоқ. Телефонға да келеді. Телефон үндемей келмей қалса ол маркеттен уведомление, онда бірден қайттан тексеріп қарап отырыңыздар. Мысалы кеше бүгін Омаркет госзакуп площадкаларында кәдімгідей демалыс, технический жаңағы қалай айтсам екен, технический ремонт жасап жатыр, ішінде жаңағы өзгертетін жері бар, басқасы бар. Сол кезде көп поставщиктерде настройка өзгеріп кетеді. Сол кезде қайтадан қарап, тексеріп қарап отыру керек. Заказ түспей қалады, точка продажа өзгеріп кетеді. Жаңағындай таңдаған точка продаждарыңыз ауысып кетеді. Профиль организация толтырған болсаңыз, оның іші өзгеріп кетеді. Сол үшін арасында ашып қарап тұру керек, достар.
То есть жұмыс жасау керексіздер ғой, ашып, қарап, ішін бәрін тексеріп. Так, 27-сі бір ай болады ақша аудармай жатқанына заказчиктің. Хабарласып есіне салып қояйын ба, әлде тосайын ба дейді. Хабарласып есіне салу керексіз, міндет түрде. Ақша сіздікі, жылаған балаға жаңағы жоқ дейді ғой, сол сияқты өзіңіздің ақшаңызды өзіңіз бүйтіп секіріп іздеп тұрмасаңыз, олардың басы ауырмайды, қатты азобы. Ұмытты кетуі мүмкін. Мүмкін заказчик сол жерде отырған закупщик жұмыстан кетіп жатқан шығар, орнына басқадан келіп жатқан шығар. Сондай моменттер болуы мүмкін. Не до вас деген сияқты. Сол үшін сіз бар екеніңізді көрсетіп, міндетті түрде звондаңыз. Енді осындай төленбей жатқан кезде, ұзарып жатқан кезде, жаңа алдында айтқандағыдай e-факторингтің мүмкіндігін пайдаланып кетуге болады. E-факторингпен жұмыс жасап жүрген болсаңыз, спецсчет ашып қойған, сіз жұмыс жасап жүрген болсаңыз, e-факторингпен сөйлесіп, сол ақытты өзінің бір жарты бағасына болсын, немесе қандай да бір келісіммен келісіп, ақытты сатуға болады. Ары қарай, егер заказчик төленбейтін компания болатын болса, онымен соттасу, онымен возить ету, жүру деген барлық ол e-факторинг өзі шешеді, потому что оларда целый отдел, юристтардың отделы бар. То есть команда бар, жұмыс жасайтын, айқасатын, соттасатын, то есть жүгіретін бұндай волокитамен. Конечно, тендерді енді бастап жатқан адамға бұл нәрсе өте ауыр. Бір компаниямен соттасып жүру, соттасудың да өзі мысалға, оны білетін, осы именно финансовый жағын, мемлекеттік сатып алу жағын білетін адам табу юрист. Содан консультация алу, оның направлениесін алу, бұның барлығы шығын, уақыт, энергия затратына, проблема, бас ауыру бұның барлығы. Бірақ осы проблемаңыздың барлығын шешетін, қызмет жасайтын мекеме бар. Сіз үшін соттасып жүрмейді, просто сіздің актыңызды сатып ала салады, болды, ары қарай e-факторинг өзі шешеді, сіз определенный маржаңыздан жартысынан немесе бір қандай да бір бөлігінен қағыласыз, қандай проблемадан, қандай бас аурудан құтыласыз. Ол сізге керемет мүмкіндік. Түсінікті ғой, Арина ханым? Так что заказчикке звондаңыз обязательно. Сіз жүгірмесеңіз олар жүре береді. Оларға енді былай келгенде өздерінің ақшасы болмаған кейін жаңа қолда тимей жатуы мүмкін. Так, ақыл кеңесінде айтсаңыз дейді, айттық. Курс сатасыздар ма дейді. Курс сатасыздар ма деген бір кішкене андай естіледі екен, помидор сатып отқан сияқты базарда отырып. Бізде курс бар, достар. О маркет бойынша біз обучение жүргіземіз. О маркет бойынша жай ғана обучение, жай ғана бір қандай да бір үйренетін, бір познавательный видео сабақтар, немесе бір жай ғана бір мынандай бір парақ қағаздағы информацияларды алдыңызға бере салып, мен сам разбирайся деген отношение жоқ бізде. Бізде кәдімгі курс, толық курс есебінде, 0-ден бастап. 0 деген не ол, достар? 0 деген мүлдем хабары жоқ адам. ИП-сы да жоқ. ИП-ның негізгі расшифровкасы қалай болатынын да даже түсінбейтін. ИП-да налог болатын, налогтың неше түрлі режимдері бар, қайсын таңдаған дұрыс. То есть изначально осыдан басталады, 0-ден басталу. Енді бұл біз беретін курстардың ішінде пакеттердің түрлері көп, арнайы категориядағы адамдарға арналған. Мысалға видео сабақ бар бізде. Тек қана видео сабақ бар. Ол уже кімдерге арналған. Ол жерде сопровождение, консультация жоқ, видео сабақта толық көрсетілген. Ол уже госзакуппен жұмыс жасап жүрген, о маркеттен хабары бар, 5-6 товар тіркеп қойған, немесе тіркей алмай жүрген, о маркетке регистрация жасаған, немесе заявка қабылдай алмайды. Осыны толық түсіне алмай жүрген адамдар. То есть начальная база бар, понятие бар, 1-2 жұмыс жасаған, госзакуптан обязательно 1-2 тендерді жапқан, договор толтырып, накладной толтырып көрген. То есть ол адам, сол адамдарға осы экспресс пакет ыңғайлы, тиімді. Экспресс пакет дегеніміз бұл 2 айлық видео сабаққа доступ алу. Без сопровождения, без консультация. Доступты аласыз. Әр сабақ 15 минут, 10 минут, 20 минут, осындай 56 сабақ бар. 2 айдың ішінде 10 рет қайталап көрсеңіз болады, 20 рет қайталап көрсеңіз болады. Достарыңызбен, класстастарыңызбен целый семья отырып көрсеңіздерде, ол сіздердің иеліктеріңізде. 2 ай бойы сіз толық түсініп, 0-ден бастап, қалай жұмыс жасау керекенін игеріп, ары қарай кете аласыз. То есть ол енді, айтып отырмын, госзакуптен хабары бар, уже кішкене қызмет жасап, жұмыс жасап, үйреніп қалған адамға тиімді ыңғайлы. Одан кейін топтық курс бар. Ол уже кәдімгі курс. Ол жерде 1 ай, 1 апта болады. Әрине, қазір топтық курстарымыздың барлығы уже толып, қазір бітті. Кеше мына соңғысы 20 қазан күні басталған болатын. Соңғы жинаған тобымыз. Осымен осы айға топтық курс бітті. Ол жерде топтық курс тек қана онлайн форматта жүреді, достар. Zoom программасы арқылы.
Zoom'ды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Пандемияның кезінде бізді жақсы үйретті осы Zoom'ға. Сол Zoom арқылы біз жүргіземіз. Аптасына 2 реттен 2 сағаттан болады. То есть аптасына 2 күнде белгілейміз. Сол 2 күнде арнайы белгіленген уақытта сіз міндетті түрде сабаққа қатысу керексіз, егер тіркелген болсаңыз. 1 ай 1 апта результат неизбежен, гарантия 100%. Егер курс барысында результатқа шыға алмай қалсаңыз, курс барысында қандай да бір түсінбей қалатын болсаңыз, онда сізге курсыңыздың ақшасын қайырып береміз. Одан кейін сопровождение 1 жыл, консультация 1 жыл, жабық чаттың ішінде, телеграм каналдың ішінде, телеграм каналымыз бар, сол жерде жабық чат бар. Бізден курс өткен кісілердің барлығы сол жерде сопровождение консультациясын сол жерде алып жатады. Және ол жабық чаттың ішінде не бар? Ол жабық чаттың ішінде база поставщиков, сертификаттардың базасы, және де осы площадкамен жұмыс жасау үшін керек құжаттардың шаблон тізімдері бар. 130-дан астам шаблон тізімі бар. Көптеген аудио сабақтар бар, инсайттар бар, көптеген полезный информациялар бар. Сізге дополнительно берілетін. 1 жыл бойы осы чаттың ішінде отырып, сіз сопровождениеңізді аласыз. Енді қараңыз, групповой курсқа тіркелдіңіз, 1 ай 1 апта сіз сабақ өттіңіз, дополнительный видео сабақты да беріп, доступ ашып қойдық. Оны жаңағы түнгі уақытта өзіңізге ыңғайлы уақытта, демалыс күндері, воскресенье күндері деген сияқты кездерде жұмыс істеген кезде қандай да бір сұрақ туындаса, сізге консультация сопровождение бере алмайды ғой. Түнгі 2-де, түнгі 1-де, немесе осындай жексенбі күні. Сол кезде сұрағыңызға жауапты сол видеоны ашып көріп, ары қарай жұмысыңызды жасап кетесіз. То есть біздегі мақсат сізде тоқтау болмау керек, ананы істей алмай қалдым, сіздер мынаны бермей қалдыңыздар, немесе мынандай болмай қалды деген, в общем, отмазка айтуға мүмкіндік жоқ. Бастадың ба, обязательно жетесің. То есть бұл бізде групповой пакет, групповой өтетін кісілерге берілген мүмкіндік. Енді бұл жерде мынандай нәрсе бар, тағы да біздің кураторымыз сіздерге сабақ беретін, сопровождение жасайтын, сіздердің проблемаларыңызды қалай шешу керек, немесе сол проблеманы қандай кезде жасамау керек, вообще жалпы сондай ситуацияға түспес үшін арнайы инструкция сіздерге беріп, көрсетіп, көмектесіп отырады. Неге? Өйткені куратор сіздің жетістікке шығуыңызға байланысты куратордың тікелей айлығына тиесілі. Мысалға қараңыз, сізді результатқа шығарса куратор, оның айлығы өседі. Егер сізді результатқа шығара алмаса куратор курс барысында, оның айлығы қысқарады. То есть куратор сізбен былай айтқанда через не хочу жұмыс жасамайды, а наоборот сіз тезірек результатқа шықса, үйреніп кетсе. Өйткені достар, бізде курс методикасы, біздің курстың методикасы. Сіз курсты өтіп алып, оқып, бәрін біткеннен кейін кетіп бізден, сөйтіп өзіңіз жұмыс жасамайсыз. Сіз бізге курсқа кеп тіркелдіңіз ба, сіз уже жұмыс жасап кетесіз. Курсты бастап, уже теория, практика барлығы қатар, сол 1 ай 1 аптаның ішінде аяғына дейін меңгеріп кетесіз. Курсқа тіркелетін кезде кішкене ойланып алыңыз. Уақыт бөле аласыз ба бұл курсқа тіркелгенде? Ертең қойдың кезегі келіп қалды, анау болып қалды, бір бәле машинаның эстоға кетіп қалды, айтпесе бүйтіп қалды, сөйтіп қалды деген өз-өзіңізге атмосқа айтпайтын адам болсаңыз, онда тіркелсеңіз болады. Бұл топтық курсқа. Бұл енді топтық курс тоже омаркетті толық түсінамай жүрген, немесе нөлден бастауға ыңғайлы дейтін адамдар болатын болса, сол кісілерге тиімді. Топтық курстың бағасы 250 мың теңге достар. Бұның барлығы результатпен, гарантиямен шығатын курстың бағасы. Жаңа сұрап жатырсыздар ғой, курстың бағасы қанша деп. Бұл топтық курстың бағасы 250 мың теңге. Алдындағы видео сабақ экспресс пакет бағасы 150 мың теңге достар. Ол экспресс пакет енді айтып отырмын, сопровождение жоқ, не только годовой, жайда сопровождение жоқ. Ол енді бәрін білем дейтін кісілер болады ғой, особо одаренный. Ой, мен просто 1-2 рет көрсем болды, өзім істей беремін, особо ешкім керек емес дейтін адамдар болады действительно. И олар жасайды алады да. Сондай кісілерге ыңғайлы видео сабақ. Ол жерде енді компьютермен жұмыс жасап жүрген, мемлекеттік сатып алу жұмыстан хабары бар адам, осындай қызметтерді жасап жүрген адамға ол қиындық тудырмайды негізі. Оған сопровождение ішімен ақылдасудың қажет жоқ, ол өзі ақ біледі, өзі көріп отырып, қайталап отырып жасап кете алады. Потому что мынандай да кісілер бар, просто компьютермен де пользоваться етамайтын адамдар бар, өшіріп қосуды да білмейтін. Поэтому ондай кісілерге экспресс пакет қиын болады. Экспресс пакеттің бағасы 150 мың теңге, а топтық курстың бағасы 250 мың теңге. Енді топтық курс қазір данный момент бізде сбор болып жатқан жоқ. Топтық курсқа өткен орындардың барлығы толды, сағаттардың барлығы толды. Бірақ есесіне қазір жеке курс VIP пакетке сағаттар босады уақытысы. Қазір жеке курсқа тіркелуге мүмкіндік бар. Ал жеке курс VIP пакет кімдерге арналған достар?
Жеке курс VIP пакет вот 0-ден бастайтын кісілерге арналған. Мен енді өзім солай ойлаймын, өйткені 0-ден бастау деген жаңағы ИП ашудан бастап, қандай налоговый режим таңдаймыз, госзакуп дегеніміз неге омаркетпен жұмыс жасау үшін госзакупқа регистрация тұруымыз керек, регистрация госзакупқа тұрмай омаркетке тіркеліп жұмыс жасай аламын ба, аламайын ба деген сияқты сұрақ қоятын кісілерге бұл VIP пакет осы кісілерге арналған. VIP пакетте форматы қалай обучение? Астана қаласы бойынша офлайн форматта офисқа келіп өте аласыз, жеке куратормен кабинетте отырып, күнде 1-1,5 сағат. Немесе басқа қалада болсаңыз, Астанаға келе алмайтын болсаңыз, Zoom программасы арқылы өте аласыз. Zoom арқылы өтіп, сіз толыққанды үйрене аласыз. Мысалға, кісілер қоса алмай жатады, бір действиясын жасай алмай отса, куратор удаленный доступ арқылы өтіп, компьютеріңізге кәдімгідей жасап беретін болады. Ол жағынан проблема жоқ, достар. Жеке курс болғандықтан сіздің сабақ өтетін уақытыңыз куратормен бірге белгіленеді. Мысалға, арнайы график жоқ. Жалпы 2 ай уақыт беріледі жеке курсқа. Жалпы 2 ай уақыт беріледі. Бірақ ол жерде сабақ өтетін уақытыңызды куратормен бірге белгілейсіз. То есть жеке курста сабақты өткізіп алдым, кешігіп қалдым, қалып кеттім деген болмайды. Мысалға, бүгін тіркелсеңіз, ертең таңғы 9 бен кешкі 7-нің арасында Астана уақытысымен сіз бір уақытты куратормен белгілейсіз осы уақытта. Сөйтесіз, сол кезде сабақты өтесіз. Егер келе алмайтын болсаңыз, 2 сағат, 3 сағат бұрын ескертесіз кураторға, бүгін сабақ өте алмайсыз, немесе 2 сағатқа шегеруге бола ма деген сияқты. То есть осындай мүмкіндіктері бар. Бұл енді жаңағы постоянный занят емес, бірақ постоянный жұмыс бар адамдарға арналған бұл курс. То есть ол біз берілген уақытта өт сабақты осы кезде өт деп айтатын болсақ, ол кісі қолы босамауы мүмкін, өзіне удобный уақыт іздеуі мүмкін. То есть стабильный бір жерде жұмыс жасамайды, өзінің ары-бері жүретін шаруасы бар, сондай кісілерге арналған. Уақытын белгілейді, бір күні таңертең оқыса, екінші күні кешке оқиды, үшінші күні түсте оқиды деген сияқты. То есть осындай мүмкіндік берілген. Жалпы уақыты 2 ай уақыт берілген жеке курста. Жаңағы айтып отқаным, негізі басым көпшілігі жеке курста болсын, топтық курста болсын, 70% оқушылардың 70%-ы 10-15 күнде результат көрсетіп қояды. Қалған 30%-ның ішінде кішкене информация қабылдау қиын кісілер бар, информация қабылдап, қорытып жұмыс жасап кету. Енді тағы біреулері олар просто не сабаққа қатыспайды, не ешқандай әрекет жасамайды, не ИП-ні ашатын болсаң, анаусы дайын емес, мынаусы дайын емес, сонымен жүріп курстың уақытын өткізіп алады. Түсінікті ғой, достар, То есть жеке курста бізде 2 ай уақыт беріледі, тоже 1 жыл сопровождение, 1 жыл консультация, e-факторинг бойынша толық поддержка, ақша алғанға қараңыздар, осыны қателеспей дұрыс түсініп алыңыздар. Біз сіздерге ақша алып бермейміз e-факторингтен. E-факторингтен ақша алу үшін қандай действие жасау керек, соны біз сізге айтып, көмектесіп үйретеміз. Егер өзіңіз жасай алмайтын болсаңыз, өзіңіз самостоятельно жасай алатын болсаңыз, онда сізге жол ашық, өзіңіз жасай берсеңіз де болады. Әрине, енді біздің оқыту орталықтан обращаться ететін болсаңыз, сізге мүмкіндік көп, беретініз көп. Енді бұл жеке курсымыздың бағасы, достар, 550 мың теңге. Енді бұл жерде тоже жабық чатқа тіркелгенсіздер, жабық чаттың ішінде жаңағы база поставщиктердің тізімі, e-факторингтің мүмкіндігі, және де алдағы уақытта Қытайдан осы оқыту орталықтың директоры Ардақ Омарұлы Кантонский выставкадан келсе, сол жердегі поставщиктер, производительдердің тізімі, қандай производительдерді алып келеді, соны сіздермен бөлісетін боламыз дополнительно. Бұл жеке курсқа арналған мүмкіндік. Әрине, бұл курстың бағасы, достар, сіздерге қазір прямой эфирге шығып айтып отқаным, көпшіліктеріңіз жазып жатырсыздар, сұрап жатырсыздар, қайта-қайта, бір кісінің өзі 5 рет заявка қалдырған, 5 рет звондап айтқанбыз, курстың бағасын білмеймін, естімей қала ма, дәл сол курс бағасын айтатын кезде қайта-қайта сұрайды, сол себептен мен прямой эфирге шығып сіздерге айтып отырмын. Осы уақытқа дейін біз скидкамен жариялап жеке курстың бағасын скидкамен 360 мыңнан және топтық курсты 170 мыңнан жариялап келдік та, қазіргі таңда ол скидка бітті. Енді осы 2 айда, осы қазан айы аяқталып жатыр, қараша, келесі желтоқсан айы. Осы бойы сіздерге біз толыққанды поддержка беріп жұмыс жасай аламыз. Неге дейсіздер? Өйткені қазір сезон заказов, өйткені жылдың аяғы мемлекеттік мекемелер өздеріне керек тауарларды жылдың басынан бері сатып алмаған, енді қазір оларда срок. Енді олар жылдың аяғына дейін освоение жасау керек. Заказ деген толасыз келіп жатыр, а сіздер уақытты өткізіп, уайымдап жүрсіздер. Сол үшін осы 3 пакеттің ішінен өзіңізге керегін таңдап, директке қалдырсаңыздар, сіздерге біздің менеджерлер хабарласып, дополнительный сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Ал енді кеттік, достар. Кімде қандай сұрақ бар?
мына жаққа жазып жатыр екен, рахмет, түсінікті дейді. Омаркетте объявление жиі шығады ма дейді. Омаркетте объявление шықпайды, предзаказға шығады объявление, ал омаркетте заявка келеді сізге, өзіңізге тікелей заявка келеді. Мысалы, мынандай товар керек болатын болса, заказчикке, мынандай телефон керек болатын болса, осының характеристикасын жазады да сізге неге омаркетке заявка қалдырады. Сізде осы товар болса, сізге түседі заявка, сіз қабылдайсыз да, одан кейін апарып бересіз. Товардың бағасының қойғанда өз ақшам болу керек па дейді. Қараңыз, мысалымға қалай бастайды? Енді жаңадан бастайтын адам былай бастайды. Омаркетке товар тіркеу арқылы табысқа жету, товар тіркеу арқылы продажа жасап табысқа жету. Енді сіз қандай товарлар сатқыңыз келеді, қандай товарлар жақсы түсінесіз? Мысалға үйіңізге күнделікті алып жүрген әйел кісі болса, моющие средства. Ер кісі болатын болса, мысалы оргтехника дейік, немесе строительный заттар, немесе автозапчастар. Білесіздер ғой, қай жерден сатып алуға болады, қай жерде арзан, немесе оптовиктерін табуға болады. Барасыздар, оптовиктермен сөйлесесіздер, қанша товардың тізімі бар. Сол товардың тізімін аласыз, оптовый бағасын аласыз сұрап, оптовый бағалар қандай, егер мен алатын болсам, мен осындай жұмыс жасайын деп, мысалға келісесіздер де, одан тізімін аласыз, товардың тек характеристикасын. Омаркетке келесіз, омаркетке тіркелесіз де, сол товарларды тіркейсіз. Товардың өзін сатып алмайсыз, данныйын тіркеп қоясыз, тек характеристикасын тіркеп қоясыз. Соған заявка түседі. Сол товарға заявка түскен уақытта заявканы қабылдайсыз. Сол товарды кімнен көрдіңіз? Базардан көрдіңіз ба, сайттан көрдіңіз ба, танысыңыздан көрдіңіз ба? Соған звондайсыз да сұрайсыз. Осы товар бар ма? Бағасы осындай болып тұр ма? Мен сенің товарыңды тіркеп едім, соған заявка келді. Енді давай. Маған заявка келді, товарыңды алайын. Сол бағамен бересің ба? Или тағы да төмен алуға бола ма? Қымбаттап кеткен жоқ па? То есть қанша бар деген сияқты. Товарыңызды бар екенін көз жеткізгеннен кейін договор заявканы қабылдайсыз, договорға қол қоясыз да, товарыңызды апарып бересіз сатып алып. Сол кезде товарды алатын кезде сатып аласыз да, апарып бересіз заказчикке. Заказчик сізге төлеп жібереді. Түсінікті ғой, достар, Ассаламалейкум, сіздің оқуыңыз қанша дейді, жаңа айтқан болатынмын. Курс туралы көп сұрақ қойып жатыр екен, Алматы қаласында кураторыңыз бар ма дейді. Алматы қаласында кураторымыз бар. Қабылдағанда өз ақшамен доставка жасайын ба дейді. Қабылдаған уақытта, қараңыздар, омаркетте доставканың екі түрі бар, достар. Доставканың екі түрі. Бірінші түрі, ол собственный доставка. Сіз өзіңіз жеткізіп бересіз. Мысалға сіз Алматы қаласында тұратын болсаңыз, сізге заявка Орал қаласынан да түсуі мүмкін, Алматы қаласынан да түсуі мүмкін, Талдықорған, Тараз, Қарағанды сияқты қалалардан түсуі мүмкін заявка. Егер сіз сол жақтан точка ашқан болсаңыз, сол жақтан заявка түссе, сізге омаркеттің доставкасын пайдаланған тиімді. Чем собственный доставкадан гөрі. Өйткені омаркеттің доставкасы почти тегін десем де болады. Общий суммадан 1%. Сіздің договорыңыздан 1% определенный өзінің лимиті бар, сол лимиттен асып кетпеу керек. Соған дейінгі ақшаны ұстайды сізден. Ал өзім жеткізем дейтін болсаңыз, мүмкіндігіңіз болса, өзің жеткізсеңіз де болады. Түсінікті ғой, То есть омаркеттің доставкасы немесе өзіңіздің доставкаңыз. Ақша табуға бола ма дейді. Ақша табуға әрине болады, достар. Ақша табуға болмаса, осылай отырам ба екі кеште, аузым көпір бос жерде айтып сіздерге. Ақша табуға болады ол жерде, мүмкіндік бар. Біз осыны өзіміз омаркетті үйреніп, 3 жыл бұрын ғана ашылды ғой омаркет. Өзіміз үйреніп бастап, омаркетті көріп жүрген кезімізде водяной фильтр бар, суға қойылатын. Сол фильтрді тіркей алмай, қиналып, 1 апта бойы жүрдік, тіркей алмай, ініміз екеуміз. Ол еще компьютерден өте мықты. Сөйтіп жүр омаркет площадкасының офисына барып, сөйлесіп, танысып, көріп, қалай жасайтын. Ол жақта 1 апта күн-түн почти қонғанмен бірдей жүріп, жасап, үйрендік. Сөйтіп товарды тіркеуді бастадық. Товарды тіркеп бастаған кезде біздің айналамызда кісілер өте көп, таныстарымыз бізбен жұмыс жасап жүрген. Солар айта бастады. Сендер омаркетпен айналысып жатсыңдар ғой, көрсетші, айтып жіберші, үйретіп жіберші, мына жері қандай, ана жері қандай. Каждыйны түсіндірем дегенде уже кәдімгідей 4 күнде, 5 күнде уақыт өтті. Содан кейін барып біз оқыту орталық ашуды ойластырдық. Бүкіл Қазақстан бойынша қаншама облыс бар, қаншама жерден адамдар Астанаға келе алмайды біз сияқты, немесе біз сияқты Астанада жүрген жоқ, келіп осыны оқып, қастарында жүріп үйрететін. Ал ол жерде оқытатын адам жоқ. Қай сұрақ пайда болды, соның отделы бар, сол отделға барып сұраған жауап аласың. Екінші сұраққа кімге барасың? Ешкім саған уақытын бөле бермейді, өйткені ол жерде жұмыс көп өте.
Сөйтіп жүріп өзіміз үйреніп, түсініп алғаннан кейін өзіміз практик болып, мына оқытуды бастадық. Біраз жұмыс жасағаннан кейін, бір жарым жыл жұмыс жасағаннан кейін, Омаркет площадкасының Қазақстандағы білім беру ресми өкілі болып табылдық. Ортамызда меморандум жасастық. Сол себептен біз айтатынымыз, біз Омаркет порталының Қазақстандағы жалғыз білім беру ресми өкілі болып табыламыз, достар. Біз бір самозванец емеспіз, немесе өзімізден өзіміз самоучка үйреніп алып, немесе жай әшейін бір-екі информациямен бөлісіп, сіздерге жай ғана файл мен документтерді жібере салып, ары қарай өзің үйреніп алу емес. Біздің негізгі мақсатымыз сіз Омаркетпен полноценно жұмыс жасауды үйреніп кету. Полноценно жұмыс жасау үшін міндетті түрде Омаркетте заявка болу керек, табыс болу керек. Ал оған мен 100% гарантия беремін, Омаркетте табыс заявканың барына. Неге, достар? Омаркет бірінші ашылған уақытта Омаркеттегі бір договордың суммасы 300 000 теңгеден аспайтын, достар. Кім біледі осыны? Білетіндеріңіз бар ма? Сол кезден жұмыс жасап жатқандар бар ма осы Омаркетпен, достар? Қазір қанша ақшамен бастау керек деп жазыпты, мен жауап берем. Қанша ақшамен бастау керек екен? Жалпы Омаркетпен осы ашылғалы бері жұмыс жасап жатқан адамдар бар ма, достар, осы жерде? Саламатсыз ба? Наска ханым, Тараз қаласынан бұл кісі 3 жылдан бері бізді көреді. Мен білем дейді. Омаркеттегі жазып жіберіңіздер. Бірінші Омаркет ашылған кезде бір договордың суммасы қанша болды? 100 МРП болды. 100 МРП ол кезде 297 000 бірдеңе болды. 300 000-ға жетер-жетпес ақша болды. То есть, сол кезде 300 000 теңге. Ол госзакуп площадкасындағы из одного источника. То есть, договорсыз тікелей мемлекеттік мекемемен жұмыс жасауға мүмкіндік болатын. До 100 МРП, из одного источника до 100 МРП. Соны госзакуптен алды да, тендерден алып, Омаркетке берді, электрондық дүкенге. Бір жылдан кейін, достар, Омаркет порталында бір договор 300 000 теңге болып тұрса, қазіргі таңда Омаркет площадкасында бір договор 13 800 000 теңге, достар. 13 800 000 теңге деген ақша, енді ол 4000 МРП. Қазіргі таңда 4000 МРП. Ол кезде 100 МРП болса, қазір 4000 МРП, сол кезде разницасы 300 000-нан қанша есеге өсіп тұр. То есть Омаркет тиімділігі өте жоғары деңгейде көрсетілді. Бірінші жыл ашылған кезде, жаз айында ашылса, Омаркет уже жаңа жылда жарты жылдың ішінде 18-20% экономия. Общий бюджеттен бөлінген ақшадан 18-20%. Ол енді триллиондардан 18% есептейтін болсаңыздар, үлкен ақша үнемделді Омаркет арқылы. То есть, Омаркеттің тиімділігін көргеннен кейін, мемлекеттік жаңағы атқарушы органдар, олар Омаркетке осындай мүмкіндік берді. То есть, 13 800 000 теңгеге дейінгі тауарларды сатып алуға мүмкіндік бар. Деңгейге дейін, және 3,5 миллионға дейін, то есть, 1000 МРП-ге дейінгі тауарларға сертификат сұралмайды. 1000 МРП дегеніміз 3,5 миллион теңге. 3,5 миллион теңгеге дейін сатып алынатын тауарларға заказчик сертификат сұрамайды, требовать етпейді. Түсінікті ғой, достар, Егер білмейтін болсаңыздар, өздеріңізге жазып алыңыздар, бұның да бір пайдасы тиіп қалатын шығар. Возможно, бір білмейтін заказчик кеп мейларыңыз ашытып жатса, сертификат бер деп. То есть сіздер осыны жүгініп айта аласыздар, достар. Так, бастайтын кезде қанша ақшамен бастау керек дейді. Қараңыздар, Омаркетте, достар, заявка 1000 теңгемен 13 800 000 теңгенің ортасында келеді. Мен білмеймін сіздер тіркеген тауарға қанша суммаға келетін заявка. Бірақ ішінде настройка бар. Мысалға 5 миллионға келуі мүмкін, немесе 300 000-ға келуі мүмкін, немесе 5000 теңгеге де келуі мүмкін заявка. Бірақ ішінде настройкасы бар. Мысалға 50 000-нан жоғары заявка келмесін, немесе 500 000 теңгеден заявка төмен, мысалға келмесін, тек 500 000-нан жоғары келсін деп настройка жасап қойсаңыздар, соған байланысты сізге заявка келетін болады. Түскен заявкалар осы сол критерия бойынша сізге түсетін болады. Түсінікті ғой, достар, Негізі 10 000 теңгемен де бастай берсе болады негізінде. Мысалға, ешқандай қарызы жоқ, ешқандай жылап атқан ешкім жоқ айналасында, спокойно өзінің күнделікті өмір сүруіне ақшасы бар, мысалға. И қолында аз ғана қаражаты бар. Допустим, 100 000 теңгесі бар адам, қолында 100 000 теңгесі бар. Оны 100 000 теңгені бір товарға салып айналдырған жақсына, немесе 10 000 теңгелік, 20 000 теңгелік предзаказдардың 4-5-еуіне қатысып, әрқайсының маржасын 50%, 70%, 40% қылып есептеп солай көбейткен жақсыма. То есть бұның өзінің математикасы бар, қалай жасауға болады, қалай істеуге болады деген сияқты. То есть бұның да жолдарын қарастыруға болады. Әрине бұл үшін жігер керек адамда желание болу керек, цель болу керек, мақсат болу керек, ондай тиыннан құрап көтерілу үшін. Ал
мә саған деп бірден үлкен ұстаймын деп қалған адам, енді егер үлкен ақша ұстап жүрген адам болса, үлкен жаңағы маржа ұстап жүрген адам болатын болса, ол міндетті түрде Омаркетте ұстайды. Егер ондай ұстап жүрген адам болмаса, қолында үлкен ақшасы жоқ болатын болса, оған сол ақшаға жетуге кішкене жұмыс жасау керек болады. Және жаңа алдында айтып отқандағыдай e-факторинг компаниясы бар ғой, ол да сіздерге көмек бере алады. Так, Алматы қаласынан офлайн үйренгім келіп тұр дейді. Номеріңізді мен бұлай скриншот жасай салайын. Ертең сізге біздің менеджер звондайтын болады. Және осы біздің директке Жетібаева ма, қалай енді қате оқысам ренжімейсіз. Біздің директке телефон номеріңізді отдельно қалдырып қойсаңыз болады, және толық ат жөніңізбен. Так, мыңнан бір қазіргі уақыт Омаркет рахат қой дейді, білген адамға дейді. Жоқ, ол кезде 100 МРП болды, қазір 4000 МРП. Так, кімде қандай сұрақ бар, достар? Жаңадан қосылған адамдар бар, енді көрем деп жүрген адамдар бар, Омаркет туралы сұрағы бар адамдар. Скидка бар ма деп, жаңа мен неме жазып жіберіпті, мен қайсы көрермен, мен WhatsApp нөміріме жазып жіберіпті, бағасын ақыр айттыңыз ғой деп. Скидкасы бар ма деп жазып жіберіпті. Скидкасы, достар, индивидуальный скидка жасалынады. Каждый адам, хабарласқан адам, оған қаншалықты деңгейде керектігіне қарап отырып, біз скидка жасап береміз курсқа. Одан уайымдамаңыздар. Ол бір тұрып қалған, бір қатып қалған нәрсе жоқ, еш нәрсе. Кез келген нәрсенің өзінің келісімді, келісілетін мүмкіндігі бар. Сол себептен, егер скидка жайлы сұрайтын болсаңыздар, индивидуальный номерлеріңізді қалдырыңыздар, сол скидка бойынша қаншалық деңгейде бере аласыздар деген сияқты келісім болатын болса, алып бастап кетуге болады. Мысалға, маған осы 20-сындағы курсқа тіркелмей, групповой курсқа тіркелмей, бір кісі жеке курсқа тіркелген болатын, 16 күні ма, 14 күні ма. Ол кісі айтқан маған, осы айдың аяғына дейін Арман мырза, менде қандай да бір заявка болу керек. Егер болмайтын болса, онда сіздің айтқан сөзіңіздің бәрі өтірік деп. Ол кісіге кеше ма, алдың күні ма заявка келді. И то маржасы 50%. То есть әжептәуір табыс бар болып тұр, То есть ол кісі көрді, көзі жетті. Не үшін ол кісі мені үйтіп қинады? Өйткені ол кісі маған дейін 4 жерден ба, не өткен, курс өткен, тендерді өткен, жаңа Омаркетті өткен, то есть танысқан, Омаркет туралы өтпеген, танысқан, Госзакты өткен, қандай да бір түсінік бар, бірақ толық ешқандай табыс жоқ, соны шыға алмай жатыр, жасай алмай жатыр. Мен оның ойын өзгерттім, тендерді қоя тұр, Омаркет ыңғайлы, Омаркет тиімді, Омаркет жеңіл, Омаркет тез. Тендердегідей жүрмейсің, заявка беріп қойып, уайымдап, қиялға батып, ұтам ба, ұтпайым ба, ұтам ба, ұтпайым ба, мен ұтсам екен деп жүрген кезде, Омаркетте елдер 5-6 заявкадан алып жатыр. Деп ол кісіні өзгерттім ойын. Білмеймін, тендерді енді ол кісі тастай ма, тастамай ма. Тендерді тастамағанда дұрыс, үлкен сумаларға қатысты. Ал мынау 10 миллионның деңгейіндегі заказды, заявкалерді осы Омаркетте үндемей, пытырлатай алып жасап отырса болады. Кәдімгідей, смело қорықпай. Арман мырза, Госзакуп самұрықты да үйретесіздер ма дейді. Алдағы уақытта қосамыз, міндетті түрде қосамыз. Оны жазып жатқан кісілер көп. Біздің методикамен именно сіздерден үйренгіміз келеді, результат керек бізге. Просто курс өтетін болсаңыздар, достар, жалпы әшейін, мысалға да, әшейін курс өтетін болсаңыздар, курс жетеді. Тегін курстар жүрген, өте пайдалы курстар да бар. Мысалы, әртүрлі направлениеге, кім қалай развиваться еткісі келеді, тегін курстар жетеді үйренуге. Но адамға орта керегі ақылдасатын. Тегін курстан өзі 1000-нан 1 адам ғана пайдасын тауып жасап шығатын. Қалған кісілер жасап шыға алмайды. Сол себептен олар платный курсқа келеді. Енді расу шығын шығарып платный курсқа келдіңіздер ма, онда мақсат міндетті түрде результат болу керек қой. Мысалы, курсқа тіркелдің ба, бірінші сенің мақсатың үлкен жоспарларың бар шығар, 3 жылға, 1 жылға деген сияқты, 10 күнге 20. Ну, бірінші сенің мақсатың курсқа салған ақшаңды курсты бітіргенше шығарып алуға. Бірінші мақсатың, біз осыны баулаймыз келген кісілерге. Бірінші целің, сен цел қоймайтын болсаң, алдыңа өзіңе бір арман қойып, бір мақсат қойып, соған жете алмайтын болсаң, осы саған стимул болсын. Ақшаң шығардың ба, жаның шығарып тұр, рассрочкамен төледің, немесе қарыз алып төледің, әйтеуір бір жақтан тауып әкеп төледің, ол ақша аспаннан түскен жоқ саған, біз білеміз. Енді сен ақша табу үшін төлеп тұрсың курсқа. Сен гитара тартуды үйренуге келіп тұрған жоқсың, немесе жер қазуды үйренуге келіп тұрған жоқсың, сен нақты ақша табуға келіп тұрсың үйренуге. Сол үшін шығын шығардың ба, енді сенің мақсатың мен қалмайым. Неге мен олай айтамын? Көп кісілер ақша төлейді курсқа, шығынданады,
бірақ жұмысқа үйтіп жәні салмайды. Курсқа кешігіп келеді, сабаққа мысалға, алдын ала дайындалмайды, интернет ұстайтын жерде отырмайды, интернет ұстамайтын жерге барып отырып қояды. Мен бүйтіп қалдым, мен сөйтіп қалдым. Уже 1,5 айлық курста 3-4 рет уже отмазка айтқан адам, жаңағындай өзінің жаңағы слабый жағын көрсетіп, бүйтіп қалдым, сөйтіп қалдым. Ол адамға результатқа шығу қиындау болады. То есть куратор қаттырақ терлеу керек болады, иә. Оған каждый раз есіне салып, заявка, товар тіркеңіз, заявка келді ма тексеріп отырыңыз. Көп кісілер заявка келеді, уақытысында қабылдай алмай өткізіп болады. Өтіп кетеді уақытысы. Сөйтіп заявканы ала алмай қалады дер кезінде. Сол үшін уақыт ақша төлегеннен кейін уақытты жақсырақ бөлу керексіздер. Хотя бы осы курс кезінде, курс барысында 1-2 заявканы алып жауап шотыңызға ақша түсіргеннен кейін ары қарай енді өзіңіз тормоз болмасаңыз тастап кетпейсіз ғой, істеп кетесіз ары қарай. Кейбір кісілер тастап кететін адамдар да бар, білмеймін не екен. Мүмкін бай ма, вообще, может орта іздеп келді ма. Енді білмейсің целін. Әр адамның өзінің көздеп келетін нәрсесі бар, бірақ енді менің көздейтінім осыны үйренгім келеді дейтін адамдар керек. Реально осыған голодный адамдар керек. Именно осыны мен үйретші, мен жасаймын, табамын дейтін адамдар керек. Білмеймін, барып едім, жоқ екен, айтып едім, мақұл деді деп жүретін болсаңыздар, оны айналыспай қойыңыздар, оқымай та қойыңыздар. Ол бекерге біздің уақыт аласыз, өзіңіздің уақыт аласыз. Сіздің орныңызға лучше бір пайдасы тиетін адамға келген дұрыс еді деген сияқты ой. Ол маркетке товар салғанда производительдің ссылкасы міндетті түрде ма дейді. Жоқ, ол требованиеге байланысты. Так, товардың ақшасын неше күнде түседі дейді. Товардың ақшасы негізі заң бойынша 30 күннің ішінде сізге аударады. Бірақ басым көпшілігі заказчиктер 15 күннің ішінде аударады. Қазір жылдың аяғы олар сізге 5 күннің ішінде де төлейді. Жылдың аяғында сондай. Өйткені тезірек ақшаны игеру керек, астатықты. Керек тауарларын өздеріне алу керек. Тауар болғанда зат қой, бізге товар ол. Потому что біз сабын да сатамыз, карандаш та сатамыз, тряпка да сатамыз, шелек те сатамыз, бұның барлық бізге товар. Бірақ ол конечный тұтынушыға бара жатса, мысалы, оған определен шелек па, оған шелек, оған ол материал, оған товар емес, оған материал, оған керек, өзіне керек заты, мебель болса мебель, есік болса есік деген сияқты. То есть соны жеткізіп бересіздер. Тендер О-маркет оқып табыс таба алмай жүрмін. О-маркетті дұрыстап оқығым келіп жүр дейді. Тамаша Заринка Манбаева дейді. О-маркетпен табысқа шыққыңыз келсе, О-маркетті толық жұмыс жасап үйренгіңіз келсе, біздің осы жерде дайректке телефон номеріңізді қалдырыңыз. Кеше тікелей эфирді көрдім, курстың бағаларын бәрін көрдім, түсіндім, e-факторинг не екенін түсіндім, енді тіркелгім келеді деген сияқты. Қазір групповой курсқа біз жинап жатқан жоқпыз. Негізі 10-да болады. Қарашаның 10 күні бізде топтық курсымыз басталады. Бірақ әзірге біз оған енді көп кісілер ерте бастан тіркелмейді. Тіркелем дейтін болсаңыздар, тіркеліп қалуға мүмкіндік бар. Тіркелем дейтін болсаңыздар. Ал асықпай жақындағанда тіркелем дейтін болсаңыздар, номеріміз бар, контактымыз бар, қалдырып сол жерге даналарыңызды. Сосын телефон номері қалдырғанда жұмыс жасайтын телефон номер. Өзіңіздің ата-анаңызбен сөйлесетін номерді беріңізші, левый номерлар емес. Өтініш көпшіліктеріңізге айтайын. Бір левый номерлар бересіздер, звондаймыз, недоступен, то істемейді, то не существует, то тағы бір нәрсе. Одан кейін жазасыздар, мен номер қалдырдым, сіздер хабарласпадыңыздар деген сияқты. Немесе қате жазасыздар. Номер қалдырғаннан кейін біздің менеджерлер хабарласады, сізге түсіндіреді, курсты айтады, біздің мүмкіндігімізді айтады, біз туралы айтады, не істейміз жалпы. Сол кезде мынандай, ой, осыларда звондай берді ғой деген сияқты одолжениемен емес. Егер олай болатын болса, номер қалдырмағаныңыз дұрыс, өйткені сізге керек емес ол маркет. Нақты керек адамдар, нақты жасағысы келетін, нақты жетістікке жеткісі келетін адамдар қалдырсын номер. Заринка ханым Манбаева деп тұр, фамилияңыз. Тендер О-маркет оқып, табыс таба алмай жүрмін дейді. О-маркетті дұрыстап оқып келіп жүр дейді. То есть оқыған жеріңізде результат жоқ. Просто маған бағасын айтып жүрсеңіз, курсты қанша теңгеге сатып алдыңыз? Манбаева ханым жаза салыңызшы, просто оқыту орталықтың аты керек емес. Просто курсты қанша теңгеге сатып алдыңыз, қанша уақыт болды, қандай форматта өтті курс, қандай курс барысында қандай келісімдер болды, курс біткеннен кейін орындалды ма, орындалмады ма. То есть осыларды просто жаза өтсеңіз, бізге оқыту орталықтың аты керек емес, кімнен оқығаныңыз тоже керек емес, ол өте ұят нәрсе болады. Сол себептен просто форматы, обучение, қандай деңгейде болды, қанша расход жасадыңыз, қанша уақыт құрттыңыз, и не алдыңыз, не үйрендіңіз. То есть осыны жазсаңыз,
Бірақ енді сіз ол жерден обязательно бір нәрсе үйрендіңіз, бір нәрсе түсіндіңіз, мен сізге айтамын не екен. Так, ассалаумағалейкум, мен Талдықорғаннан дейді, барып оқығанмын көктемде дейді. Баха, тамаша. Қайда оқыдыңыз, қай жерде оқыдыңыз? Алматыда ма, осы Астанада ма? Омаркетте күнде заказ алу үшін қанша товар қосу керек дейді. Жалпы Омаркет дегеніміз электрондық дүкен. Сіз ашқан кабинетіңіз, салған товарыңыз, ол сіздің магазиніңіз. Енді ол торговый центр ма, жоқ ол қаланың сыртындағы комок бола ма, жоқ ол или кәдімгі нормальный магазин бола ма, ол уже сіздің требованияңыз, сіздің запросыңызға байланысты. Оншақ товар салып қойсаңыз, ол қаланың сыртындағы бір комок сияқты, штучный сағыз сататын, семіз сататын комок сияқты. Ал енді әжептәуір товар тіркеліп тұрса, ішінде мысалы товар сыңсып тұрса, 1000 товар бар, мысалы 1500 товар бар наименование. Мен енді ауқымды деңгейде айтып жатырмын. Негізі 200-300 товардың өзінде де заявка өте жақсы келеді. 200-300 товардың өзінде. Бір кісілер бар, 1000 товар тіркеп қойған, бірақ заявка келмейді. Неге? Потому что ол кісі дұрыс настройка жасамаған ішінде. Точка продажды дұрыс қоймаған. 1000 товар тіркеген, 3 ай уақыт өткен, 3-ақ заказ, 6-ақ заказ, 10-ақ заказ дейтін. 1000 товармен күніне кем дегенде, жоқ дегенде 3-7 заказ келіп отырады. Жоқ дегенде. Оны мен сумасын айтпай қойын, мысалы 7 заказ 10 миллион теңгеден келсе, саған 70 миллион теңге заказ келіп тұр қазір данный момент. Жете ма шамаң? Подреал ала аласың ба товарды заказ төлеген кейін? То есть осы кезде не істейсің? Келіп тұрған мүмкіндік, жасап жүрген жұмысыңның өзің нәсібің келіп тұр. Сабырға келіп, осы жерде дұрыс решение қабылдау керек. Жіберіп алмау керек. Заказчиктер лояльны, не лояльны тексеріп алу керек. Оны жаңағы e-факторингтің мүмкіндігімен. Сөйту керек те, договорға қол керек те. Поставкасын тарс жасап, аз уақыттың ішінде әжептәуір маржа жасауға болады. Бізден оқыған кісілердің көпшілігі немесе әйелі оқиды, немесе күйеуі оқиды. Сөйтеді енді аз уақыттың ішінде қарасаң екеуі бірге жұмыс жасап жүреді. Ана күйеуі жұмыс істейтін, ГОСТта жұмыс жасайды, айлығы аз деп, немесе өзі мұғалім болып жүрген кісі енді қарасаң жұмыстан шығып кетті дейді. Қазір екеуміз жасаймыз, ол доставкасын жасайды. Мен монитор өтем, мен поставщиктер табам, производителер табам, переговорға өзім барам, күйеуім заттар тасиды, кейде переговорға күйеуім барады, немесе әйелім балады, әйелім күшті сол жағынан, мен компьютерде отырам. То есть бөліп алған жұмысты. Екі адам жұмыс жасаған ыңғайлы, ақылдасқанға да, сөйлескенге де, ойласқанға да. Енді мысалға біз оқыту орталық болған екен, сіз бізбен ақылдасасыз, қаласаңыз да, қаламасаңыз да. Бірақ енді өзіңіздің внутренний политикаңыз бар, енді өзіңіздің кассаңыз бар деген сияқты, біреумен ақылдасу керек. Ақшаны салып жіберсем маған, одан кейін қандай мынандай рискованный жағдай болса, маған не істеймін деген сияқты, қасыңда ақылдасатын адам болса, ол өте тиімді болады. Так, дальше. Омаркет пен госзакуптың айырмашылығын айтасыз ба дейді. Енді тендерді жаңа бағанадан бері айтып жатырмын ғой, тендерде, ё-моё, қаншама уақыт кетеді госзакупте. Сосын госзакупте услуга бар, работа бар. Омаркетте тек қана товарка. Услуга бар, определенный, мысалы, жалюзи қойғанға услуга бар. Жаңа раковина, смеситель ауыстырғанға возможно бар. Маған енді ол қызық емес, потому что ол жақта 1000 немесе қанша жүздеп келмейді онда үлкен объемда. Услуга работа, ол тендерде керемет. Услуга работамен айналысыңыз келсе, онда тендерге шығасыз, прямой. Ол жақта бар. Услуганың тиімділігі, услугада шығын аз, в основном рабочий сила керек болады, немесе определенный станок деген сияқты сондай бір энергия көзі құртатын сондай жер керек болады. Маржа бар ішінде. Ал Омаркетте тек қана товарка. Товар тіркедің, заявка келді. Товар тіркей бересің, заявка келіп жатыр, заявканы орындай отырып, предзаказды монитор етесің, предзаказға қарайсың. Елдер ұйықтап пропускать етіп алған жаңағы заказдарды, заявкаларды тук өткізіп, өзіңе қарай жұлып аласың да спокойно. Күніне 3-4 сағат уақыт бөліп, қалған уақытта фитнеске бар, бассейнге бар, кофеңді ішіп, жан-жақты адамдармен кездесіп, ата-анаңа барып қайт. В общем, басқа өзіңді кайфовать еткізетін, қуантқызатын, өзің көңіліңді көтеретін нәрсемен айналыс. Жұмыста азаннан кешке дейін басын салбырап, қашан жетіп болады, қашан қайтам деп страдать етіп отқаннан гөрі, лучше Омаркетті аз уақыт ішінде оқып, үйреніп, определенный бір табыс көзіне жетіп көріп, түсініп, ары қарай форсировать ету керек. Тем более қазір жылдың аяғы кез келген бастаған адамға мүмкіндік бар да, қазір ақшада тез төленеді, декабрьдің 25-іне дейін. Табысы да, маржасы да жақсы, көп адамдар көп ойланбай, тез.
25-нен бастап уже тоқтайды, резко сезіледі 25 декабрьден бастап. Одан кейін январда жаңа жыл өткеннен кейін демалыс күндерінің бәрі өте салысымен февральдың аяғына дейін жұмыс жоқ, мертвый сезон ғой бүкіл жерде. Барлығымызда сондай түсінік қой. Вот сол кезде Омаркетте заявка күшейеді. Жылдың басында сатып алынатын жұмыстар өте көп болады, товарлар достар. Біз 3 жылдан бері зерттеп келе жатқан дүниелер көп Омаркетте жұмыс жасаған уақытта. И осының ішінде бізге уже түсінгеніміз бар, көзіміз жеткені бар, көптеген жаңағы өзіміз эксперименттер жасадық, қалай болатын. То есть біздің жасап отқан, жоспарлап отқан, қай кезде қалай болады деп қойып отқан анализіміз өте дұрыс направлениемен келе жатыр. То есть сіздерге де осы жасап жүрген жұмыстарымызбен міне бөлісеміз, сіздер де біліңіздер, жаңадан бастайтын адамдар. Мысалы, 0-ден бастайтын болсаңыз, Омаркетті өзіңіз ешкім үйретпей. Сіз 6 айда үйренуіңіз мүмкін, 1 жылда үйренуіңіз мүмкін, сразу черный списокке кетіп қалуыңыз мүмкін, 2 жылға. Қаншама уақыт кетеді, энергия затырады. Бұның барлығын біз өтіп қойғаннан кейін, барлығын сужать етіп, қысып, компактный қып, удобный қып, сіз қателік жасамас үшін ішінде настройкасы, жұмысы, қалай жасалу керек екен, методикасы бар. Сіз қара тізімге енбес үшін қандай кезде қара тізімге кетіп қалуыңыз мүмкін. Бұның барлығын алдын ала біз дайындап қойғанбыз, чтобы сіз сондайға түспес үшін. Самостоятельно жасайтын болсаңыз, мен айтпаймын, обязательно сіз ошибка жасайсыз деп. Но, по крайней мере, ошибка жасамас үшін жасайтын болсаңыз, сіздің үйренетін самостоятельно уақытыңыз примерно 6 ай, 1 жыл, возможно, 2 жылға да кетуі мүмкін. Ол енді қабілетіңізге байланысты. Түсінікті ғой. Так, Заринка қарындасымыз басқа жерден курс өткен жердің бағасын айтып жатыр, 300 мың теңгеге алған, но результат жоқ. Хотя результат офлайн форматта сертификат деп қорқып қаламыз, немесе баға бойынша ұта алмай жүрмін, өте арзан баға ұтады дейді. Оның өзінің техникасы бар. Негізі тендерде ұту үшін, қараңыздар, бір тендерде ұту үшін кемінде 10 тендерге қатысу керек. Бұл жерде воронка бар. Воронка жұмыс жасайды тендерде. Жұмыс жасамайды деп айтатын адамдар ол қателеседі. Тендерде 3-4 тендер ұту үшін конкретно 50 товарға дайындалу керек, достар. Бұл кәдімгідей кропотливый жұмыс, достар. Ойламаңыздар, бұндай кезде, мысалы, 2 жұмысты қатар алатын болса, қара күштің жұмысы, жер қазу ма, бетон құю мен жұмыспен, осы кропотливый жұмыс салыстырса, мен мысалы қашып кетер едім бетон құйғанға. Басыңа ауырмайды, ол жерде қара күш, тез демалып да жұмысыңды аяқтадың. Мына жерде кропотливый жұмыс. Әр қадам, әр жасалынатын, әр бір детальді жұмысты жасау үшін 100 қадам болса, соның 99-ын безупречный жасайсың, біреуін қателессең, болды, на 99-ын бар күйіп кетеді. Содан кейін бұл жерде сенің мүмкіндігің жетпейтін нәрсе бар, то есть сен асықтырамайсың, ол процесі тендерге қатысу. Дайындалу, подавать ету, оның бітуі, аяқталуы, победитель анықталуы, одан кейін ары қарай оның исполнениесі. Бұл өте ұзақ. Ал енді Омаркетте айналысатын болсаңыз, осы 50 тендерге дайындалдыңыз ғой, 50 тендер деген, достар, ол 50 лот, 50 түрлі товар ол. Егер товарке қатыссаңыздар, 50 түрлі товар. Мына товарға қатысу үшін поставщигін іздедіңіз, производителін іздедіңіз, страх, минус, плюстерін санадыңыз, жолын санадыңыз да, маржаңыз шығардыңыз да, тендерге дук подавать еттіңіз. Дәл осы товарды просто Омаркетке тіркеп қоясаш, болды. Ештеңе қатыспай ақ қой, ешкім басын ауыртпа. Сол товарға дайындалдың, производитель немесе поставщигін таптың ба, Омаркетке тіркеп қой. Келесі, мысалға басынан кейін қарай санайтын болса, 50 товар тіркедің, енді 49, 48, 47. Сөйтіп бірге де 50 товарды просто тіркеп қоя сал Омаркетке. Бірақ 2-ақ күнде тіркеп тастайсың оны. Тіркеп тастадың 50 товарды. Сөйтіп сол товарымен жаңағы тендеріңе жайлап қатысып, бір-екеуіне дайындала бер, уже 50 товарға саған бір 5 күннің, бір аптаның ішінде уже заявка келеді. Дұрыс настройка болған уақытта, ішіндегі точка продажды дұрыс ашып қойған уақытыңызда, ішіндегі жасалынатын настройка профиль организация дұрыс толтырылған уақытта, сізге уже заявка келе бастайды. Сіз тендерді армандап, сол тендердің артында қуалап, тырпыштап, жұмыс жасап жүрген уақытта, жақтан өзі сізге почкаңыз тоқылдатып кетіп тұрады. Только мені қабылдаш деп, есігіңді ашта қабылдаш деп. Болды, аласыз, қарайсыз, изучать етесіз, поставщигіңізге звондайсыз. Бар ма сол товар наличие әлі? Бағасы қымбаттап кеткен жоқ па? Бәрі нормаль ма? Заявканы қабылдаймыз. Заявканы қабылдағаннан кейін 1 сутка ертесіне сізге договор жүреді. Договорға қол қоясыз да, товарды 15 күнде отправка сіз заказчикке жеткізуіңіз керексіз. Ары қарай действие уже сізге ясно, госзакуппен жұмыс жасап жүрген болсаңыз. То есть бұның артықшылықтары мен минус плюстар осындай.
Мына Заринка қарындасымыз мына жерде жазған, сертификат деп қорқып қаламыз, немесе баға бойынша ұта алмай жүрмін. Сөйтіп жүріп, мотивацияңыз сынат бір күні. Тендерге деген көңіл қалады. Жалпы вообще мемлекеттік сатып алу жұмыс құрсыншы деп, біраз кісілер қол сілтеп кетіп жатқан кісілер бар. Әрине, бәрі бірдей жүйрік болмайды, бәрі бірдей бірінші болмайды, бәрі бірдей лидер бола алмайды. Дегенмен де дұрыс действияда ешкіммен жарыспай-ақ, хотя бы өзіңнің капиталыңды көтеруге мүмкіндік бар. Тендерде де ұтатын жерлері бар. Тендерде де өзінің ішінде қызықтары көп. Мен алдыңғы эфирларда айтқан болатын, тендермен менен өзім 9 жылдық опытым бар. Тендерде біз захоронение человеческих останки деген тендерге де қатысқан болатынбыз. То есть ішінде іздесеңіздер жұмыс көп, ешкім қатыспайтын, характеристикасы қиын, спецификасы қиын тендерлерге қатысатын болсаңыздар, маржасы мынандай достар. Оған дайындалу керек, конкретно дайындалу керек оған. Юридический жағынан, жаңағы товардың характеристикасы, заказчик конкретно сол товарды сұрап тұр ма, может ол заказчик ол товарды сұрап тұрған жоқ, то есть конкретно дайындалу керек сіздерге. Ондай товарларда, ондай жұмыстарда, қызмет, работа түрлерінде маржасы мынандай болады достар. Оған дайындалу керек дұрыстап. Ал енді мынандай күнделікті қатысып жүрген адамдарда конкуренция көп, өзінің акулалары бар. Бұрыннан келе жатқан сол ниша бойынша олар өздері ақ жұлып алады. Түсінікті ғой достар. Госзакуп, так, Медет Бөрібаев, госзакупта ИП черный списокқа кетті. Енді омаркетпен жұмыс істесе бола ма? Жұмыс жасай алмайсыз омаркетпен. Ешқандай тендерный площадкамен жұмыс жасай алмайсыз. Сіз госзакуптан кетсеңіз 2 жылға кетті ипіңіз, енді 2 жыл бойы ешқандай мемлекеттік тендерный площадкаларда жұмыс жасай алмайсыз. Бірақ частный компаниялармен жұмыс жасай беруге болады. То есть прямой договор, путем бумажный договормен барып қойып жасай берсеңіз болады. 13 миллионнан асса істей алмайсың деген қаншалықты рас дейді. 13 миллион 800 мың теңге. 13 миллион 800 мың теңгеден жоғары суммаға заказды заказчик өзі бермейді ғой. Ол өзді көріп отыр ғой. То есть оны сізге бере алмайды. Но 13 миллион 800 мың теңгеден 10 рет, 20 рет, бір айдың ішінде 100 рет болса заказ бере алады. Түсінікті ғой достар. Так, ассалаумағалейкум. Омаркетте заявка түсу үшін ең аз бағаны беру керек па дейді. Рахмет дейді Асқар мырза. Керемет сұрақ қойып отырсыз. Бұл көпшілігін мазалайтын сұрақ. Омаркет пен госзакуптың тағы бір айырмашылығы достар. Айта өтейін осы жерде. Омаркет пен госзакуптың айырмашылығы. Госзакупте ценовое предложение деген бар, То есть ЦП дейді, запрос ценовое предложение. Ол жерде баға ұтады. Открытый конкурс дегені бар. То есть біз запрос ценовое предложение бойынша айтып көрейік. Ол жерде кім ұтады ЗЦП-да? Запрос ценовое предложение. Ол жерде кім ең төмен баға берді, сол ұтады. Не имеет значения. Характеристикасы, тендердің жарияланған характеристикасына сіздің товарыңыз сай келіп тұр ма, төмен бердіңіз ба, кім төмен берді, сол ұтты бітті. Ал омаркетте баға шешпейді, омаркетте бренд шешеді. Мысалға, оңай тілмен сізге түсіндірейін. Adidas, Reebok, Nike дегенді барлықтарыңыз білесіздер. Ылғи осыны түсіндіргенде осыны айтам, потому что барлықтар таниды, оңай жеңіл. Әйелге де, еркекке де, жігітке де, жасқа да, кәріге де. То есть Adidas, Reebok, Nike. Adidas 50 мың теңге тұрады, Reebok 30 мың теңге тұрады, Nike 20 мың теңге тұрады. Бұл примерно образно айтып жатырмын. Үшеуінде характеристикасы бірдей. Плотность ткани, цвет, размер, жаңағы шов тігілген жері, то есть өзінің требованиясы бойынша үшеуі бірдей. Бірақ мен заказчик болсам, мен Adidas алғым келсе, мен Adidas болса изначально алғым келгені. Nike пен Reebok 20-30 мың теңге болса да мен Adidas сатып аламын. То есть бренд бойынша заказчик алады. Түсінікті ғой достар, Асқар мырза, түсіндіріп атқан, сізге айтып жатқан түсінікті болып жатыр ма? То есть бренд бойынша сатып алады заказчиктер. Ол жерде тек қана баға шешпейді достар. Сол үшін смело өздеріңіздің товарларыңызды қоя берсеңіздер болады. Өзі қызық, бізге курсқа келген кісілер айтады, неге мен ең соңғы тұрмын, неге маған түсіп кетті заявка дейді адамдар. Сондай адамдар бар. Бар ғой іштеріңізді айтыңыздаршы, осындай бар ма адамдар? Мен ең соңғы тұр едім, маған түспейді деп ойлағам, бірақ маған заказ маған түсіп кетті, маған келді. Ол қалайша менікі еще қымбат тұр ғой деп сұрайтын адамдар бар. Бар ма осындай заказ түскендеріңіз бар ма, омаркетпен айналысып жатқан кісілер? Болса жазыңыздаршы, менде сондай жағдай болды деп мен сіздерге айтамын, не үшін олай болатынын. Сіздер просто өздеріңіз білмейсіздер де қалай болып кеткен. Вот именно сондай жағын дамыту керек.
Омаркетте заказ қабылдамаса, оның причинасын жазу керек. Не үшін қабылдадыңыз, не үшін қабылдамайсыз, не болған. Весомый причина болатын болса, ешнәрсе болмайды. Егер причинаңыз болмаса, не үшін қабылдамаңыз, просто отклон жасаған болсаңыз, еще оның определенный екінші действиясы бар, екінші, үшінші отклон жасайтын болсаңыз, сіздің кабинетіңіз блокқа түседі Омаркетте. 30 күнге бірінші кезде, одан кейін тағы да солай қайталай беретін болсаңыз, 90 күн арғадай уже өзінің жаңағы керек қандай требованиясы бар, соны жасайды. Түсінікті ғой? Так, Омаркетте неге заказ қабылдамайсыздар? Қабылдау керек қой. Қытайдан товар алатын болсақ, жеткізуіне 15-20 күн керек. Омаркетте заказчик ондай уақыт күте ма дейді. Керемет сұрақ, Асыл мырза. Қараңыздар. Заказчиктердің ішінде заказ берген кезде срочно күтіп отқандар болады, немесе осы айдың аяғына дейін келсе де болады деп. То есть 15 күнге тағы да 15 күн қосылса, 30 күндей болатын болса, ештеңе етпейді дейтіндер болады. Ол үшін заказчикпен сөйлесіп болу керек. Мысалға заказ келді ма, қабылдайын деп тұрсыз ба? То есть примерно түсініп тұрсыз ғой, товарыңызды білесіз. Қытайда, допустим, Гуанчжоуда деген арық шеті, немесе Қытайда там Үрімшіде тұр, немесе әйтеуір бізге бір жақын жерде тұр. Тезірек келетін мүмкіндігін өзіңіз есебін шығарып отырсыз. Примерно бір 25 күнде, немесе примерно бір 15-16 күнде сіздің қолыңызға келеді. Сіз Алматыдасыз. Енді сіз арғарай заказчигіңіз Оралда болса, енді Оралға дейін тағы да бір апта жұма. Примерно жоба қосасаңыз, 5 күнде. То есть 16 күнде Қытайдан өзіңізге келсе, одан кейін тағы бір жұма Оралға дейін барса, то есть уже 20-25 күнге созылып кетеді. 20-25 күнге кешігіп баратын товар актуальны ма, не актуальны ма, соншалықты кешіксе, заказчиктен звондап сұрап түсініп алыңыз соны. Егер заказчик ойбай күте алмаймын, менің уақытым жоқ, маған прям кровь из нос, здесь и сейчас, қазір дейтін болса, онда сіз заявканы қабылдағаннан кейін 15 күннен асырмауыңыз керексіз. Егер асырсаңыз, сізге штраф полагаться етіледі. 10 күнге дейін штраф жүреді. То есть штрафтың суммасы, допустим, былай айтайық, 1 миллион теңге тұрады дейік, бір договор. Оның штрафы бір ары кеткенде 3.000-5.000 теңге болады. Сіздің төлеуіңіз керек, бір примерно потолок сондай ғана штраф болады. Күнделікті 0,01% сізде штраф жүріп отырады. Енді штраф жүріп определенный күніне жеткеннен кейін, онда сіз автоматты түрде қара тізімге кетіп қаласыз. Автомат түрде қара тізімге кетпес үшін міндетті түрде заказчиктен қаншалықты срогі актуаль, қаншалықты срогі важно. Соны сіз түсініп алғаныңыз дұрыс заказчиктен. Заказчик егер нормально, 20-25 күнде әкеп бере берсең болады, ешқандай проблем болмайды, қорқпа деп егер заказчик айтып жатса, онда сәл кешіктіріп әкелсеңіз, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Түсінікті ғой, Так. 1000 товардан астам тіркедім, заказ жоқ ешқандай дейді. Асқар мырза, тамаша. Бағана ғана осы туралы айтқан болатын болса тақырып. Бірінші сұрақ. 1000 товарды қашан тіркедіңіз? Қанша уақыт болды тіркегеніңізге? Тіркегеннен бері қанша заказ алдыңыз? Или вообще заказ алған жоқсыз ба? Сізге бір 2 күндік 1,5 сағаттық курсты көріп, профильді түсініп алсаңыз, ертең заказдың астында сіз қаласыз. Тура осы прямой эфирге шығып ертең айтатын боласыз. Осылай прямой эфирден көріп шақырып еді мені. Мен жеттім деп. Менде болды дейді. Бақа мырза, бағанағы талды қорған еді, ТДК деп тұрған. Бағана мен айтқаным, ең төменгі болып тұрсын, саған не түсті, заявка түсті, то есть басқаларына барған жоқ. Неге саған заявка түседі, ең қымбаты, неге оларға түскен жоқ заявка. То есть оларда товар жоқ, немесе олар отказда, немесе сіздің настройкаңызда ошибка болуы мүмкін. Так, курс оқыдым Омаркет жайлы дейді. Ең аз баға қой деді дейді. Соған бірінші келеді деп дейді. Содан деп ойлап едім, бұл қаншалықты дұрыс дейді. Жоқ, ең арзан баға қоймаңыздар достар, өтініш. Ертеңгі жылдың 24 жылғының планның барлығын қазіргі жылдың сатып алған бағасымен қояды. Бағаны төмен қоймаңыздар Омаркетте, өтініш сіздерге. Бағаны жерге құлатып ортастамаңыздар. Мен бағаны төмен қойсам заказ көп келеді деген жаңағы алдаушы неге информацияға берілмеңіздер достар. Ондай критерия тек қана арзан баға емес, ол жерде бренд таңдалады. Егер бренд болып тұрса требованияда, сіздің бағаңызға қарамайды ол бренд алады заказчик. Түсінікті ғой достар, сол себептен міндетті түрде бағаға келген кезде бағаны дұрыстап қойыңыздар. Мен енді ылғи айтатын тұғым, бастапқы 0-ден бастайтын кісілерге тиімді ғой, 20% пен 40%-дің ортасында қой деп. Қазір 20% деген уже есеп, логистика келуі, апару, ол сіздің маржаңызды ақтамайды. Сол себептен бағаларыңызды 30%,
кем дегенде 25, әйтпесе 30-40-45-50%-ға дейін қоя беріңіздер. Бірінші майнторт етіңіздер. Мына туалетная бумага, моющие средства күнделікті пирожки сияқты өтетін. То есть ол расходной материал ғой, аласыз да, қолыңыз жуасыз бітеді. Туалетная бумага, салфетка, қол сүрттің, болды, осы екінші қайт пайдаланамайсың. То есть ол жыл 12 ай тоқтаусыз сұраныстағы ие. Ол жерде енді өзінің жаңағы кім табады. Оның енді түрлері көп, бренді көп, соның ішінде брендтердің барлығы түйісіп тұрғанда, ішінде баға ұтып кететіні рас. Тура сондай кезде. Бірақ енді ол жерде мынандай да жағдай бар. Мысалымға, жаңа Талдықорған жігіті айтып жатыр ғой, менде сондай жағдай болды. Мынандай жағдай бар. Мысалымға, мен заказчикпен Астана қаласындамын. Поставщик бар Қарағанды қаласында. Оның доставкасы собственный доставка. Бірақ бағасы сәл қымбаттау. Екінші бір кісі тоже Қарағандыда, бірақ доставкасы О-маркеттің доставкасы. То есть ол маған уже қымбатқа түседі, О-маркеттің доставкасы болып тұрғаннан. Бірақ ол бағасын төмен қойған. Сонда общий есепте совокупностьте мен мына екінші қарағандылықтан товар қымбатқа түсетін болып тұр. Мен сол үшін бірінші адамнан түседі. Бірақ на самом деле баға бойынша бірінші адам екінші болып тұр да. Түсінтірсіздер ғой. Алақай болып кеткен жоқ па? Түсінбей қалған жоқсыздар ма? Алик, Малик, Шарик деген сияқты. То есть бірінші баға бойынша екінші тұрған адамда доставкасы өзінікі болғандықтан, маған осы ұнай лучший вариант. Менде дополнительный шығын жоқ. Егер доставканы О-маркеттік болып тұрса, мына жақтікі, бұл артта қалып қояды деген сөз. Түсінікті ғой достар? То есть бұның ішінде өзінің комбинациялар бар, жасалынатын, қалай түседі, қалай болатын. Оны енді әрине сіздерге ауқымды, түсінікті қылып, оны курста түсіндіріп айтып беремін. Курс оқыдым, О-маркет жайлы ең аз баға қояды, тойс айтты. Менде болды, мені жерлестерім маған беріп жатыр деп мәз болып жүрмін ғой дейді. Жоқ, ондай деген нәрсе жоқ, Арина ханым. Ол жерде арнайы мен Аринаға берейш заказ, немесе арнайы Сәбитке берейін, арнайы Мақпалға берейін деген ондай жоқ. Арнайы біреуге бере алмайды. Просто маған мына товар керек, осы товарға заявка. Мысалға, мына флаг болса да, жалау, осы жалаудың өзінің размері бар ғой, размері бар. Мынаның плотності бар, мынаның качествосы бар, оның размері бар. То есть, тура сол сияқты өзінің характеристикасы бойынша заявканы береді. Сол кімде бар, соған заявка түседі. Вообще жоқ дейді, архивке кетеді дейді, қайта шығарамын дейді. Конечно, архивқа кетеді, потому что действие жоқ. Сізде заявка түседі, сіз көрмей қаласыз, или сізде дұрыс емес настройка, Асқар мырза. Мен сізге гарантия беремін, сізде дұрыс емес. 1000 товармен заявка жоқ деген енді ол бізде мысалы өткенде бір кісі тіркелді, 5-ақ товар тіркеп, 6 заявка алып жатыр курс барысында. 5 товар тіркеп, 6 заявка алып жатыр. Енді өзіңіз ойлаңызшы, сізде 1000 товар бар, заявка жоқ. Сізде настройка дұрыс емес. То есть бір ошибка бар ғой қандайда. Заявка келмейді деген ол енді заявка келмеген ертегі бізге. Заявка көп келеді деген ертегі емес, заявка келмейді деген нәрсе ертегі. Мына жерге бізге жаңадан қосылды Құралай Ескалина деген. Бұл кісі де бізге Ақтөбеден Алматыға келіп оқыды. Бұл ханым есімде қалыпты осы жерде. Бізге осы директке көп жазды бұл кісі курсқа тіркелетін кезде. Көп сұрақтар қойды. Қандай кісілер бар мен танитын? Бізден курс өткен немесе жазған. Бізден курс өткен кісілер де отыр ғой мына осы жерде. Біраз кісілер отыр. Егер мен айтып жатқан сөздерім бәрі өтірік болса, егер мен, имеется в виду, просто әшейін преувеличивать етіп айтып отқан болсам, то, что табысы бар екен, мына жерде уже обязательно біреу жазар еді. Хорошо, что құдайға шүкір хейтерлар жоқ мына жерде, нытиктер жоқ, құдайға шүкір. Барлығы дұрыс сұрақ қойып отыр, қалай заказ көбейтеміз, мынандай болса не істейміз, так, 13 миллионнан асса не істейміз, деген сияқты. Жалпы түсінікті ғой достар, айтып жатқан. Құралай Есқан, сіздерге көп рахмет дейді. Сізге де көп рахмет. Сіз енді активный группа курс өткен кезде Алматыда өте активный участниктердің бірі болдыңыз. Бірінші заказ қабылдағандардың бірі болдыңыз курс барысында. Біз жарыстырамыз группаластарды. Кімге бірінші заказ келеді, кім қалай жасайды. То есть арнайы орта жақсы, ақылдасқанға, сұрасқанға. После обновления жаңалықтар болады ма дейді. Болады, обязательно жаңалықтар болады. Білесіздер ғой, біз сразу бөлісіп отырамыз, прямой эфирге шығамыз. Жоспарсыз, внепланово деп қоямыз да, прямой эфирге шығып, сіздермен бөлісіп айтып отырамыз. Мәссаған Тілеужанова дейді. Мен атаммен атасы екен, фамилиясы нақсын, курс қанша дейді. Мен бағана курстың мүмкіндіктері, құндылықтары, құны, ақшасы барлығын әдемелеп тұрып, түсіндіріп, қандай пакет бар, қандай мүмкіндік бар, осы жерде айтқан болатынмын.
және осы прямой эфирдің басында да мен сақтамаймын деп айтқан болатынмын, сақтап қояйын, көп кісілерге бұл информация болсын, одан кейін қайталап қарап көрсеңіздер керемет болар еді. Жақсы білем, бірақ Омаркет білмейді екенмін дейді. Мен госзакупқа жақсы білем, бірақ Омаркет білмейді екенмін дейді. Прямой эфирді, прямой эфир деппін ғой, Омаркетті үйреніп көріңіздер. Бүйтіңіздер, просто былай жасасақ та болады. Мысалы, мені қазір көріп отырсыздар ғой, уақыттарыңызды құртып отырсыздар. Енді уақыт құртты демесем де болады, сіздерге полезный может бір инсайт алып жатқан шығарсыздар, бір сұраққа жауап алып жатқан боларсыздар. Былай жасасақ болады, мысалға ертеңде күн бар, ертеңде прямой эфирге шықсам болады кешке. Мысалға сіздер Омаркетке, мысалға әлі бетін ашып көрмеген болсаңыздар, ноутбукты аласыздар, Омаркетке кіресіздер, omarket.kz деп сайтын ашасыздар. Ең жоғары жағында обучение деп тұр. Обучение дегенді бассаңыздар, бірден бізді көресіздер. Омаркет Қазақстан оқыту орталығы деп. То есть біздің сол жерде тұрғанымыз, ортамызда меморандум, білім беру ресми өкіл екенімізге бірден бір дәлел есебінде сіздер көріп аласыздар. Сосын қайттан бергі бетке шығасыздар да, Омаркетті бүйтіп жоғары қарай көтеріп листат етесіздер. Сөйтіп сол жерде тауарларға қараңыздар. Қандай тауарлар шығып тұр, қандай категориядағы тауарлар шығып тұр, жалпы іші қандай, жалпы сайт түсінікті ма, түсініксіз ба, бір сұрақтар қала ма? Сұрақтар қала ма, алып жазып қойыңыз өзіңізге. Ертең мен кешке прямой эфирге шыққанда сол сұрақтарды қоясыз. Қандай да бір түсінік болу үшін, Омаркет туралы представление, қалай ол, не ол деген сияқты. Сол кезде сізге жеңіл болады. Жаңадан қосылып жатқан кісілер болатын болса, мына эфирді мен негізі сақтамаймын деген болатын, бірақ эфирді сақтап қоямын. Және өте ұзақ болып тұр бұл эфир. Көп кісілердің енді нервісі шыдай ма, до конца көргенге шыдамай ма, бірақ өте полезный информациялар өте көп. Сақтап қойшы деп айтып тұр, басын көрмей қалдық деп бір кісі жазып жатыр екен. Еркін 14 күнде жеткізу керек па дейді. 15 күнде жеткізесіз Индира ханым. 15 күн үшін жеткізуіңіз керек. Сақат жаңа қосылдым дейді, эфир сақтанышы дейді. Жақсы, міндетті түрде эфир сақтаймын достар. Бізде TikTok каналымызда бар достар. TikTok деген енді бөлек әлем екен ол жақта. Ол жақта прямой эфир просто так ашып жүргізе алмайды екенсіз, стрим деген ашылу керек екен, бірақ бір рекламамыздан кейін, бір публикациямыздан кейін стрим ашылып кетті бізге. Ол жақта да біз прямой эфирге шығып жүргізіп тұрамыз. Оған да тіркеліп қойсаңыздар болады достар. TikTokта Омаркет Қазақстан деп тересіздер, тура осылай. Омаркет Қазақстан деп тересіздер, тура осындай логотиппен тұр. Біздің логотиппен, біздің брендпен. Тура соны тауып аласыздар да, соған регистрация жасалып кетіңіздер. Соңғы шыққан публикациялардың астына өздеріңіздің комментарияларыңызды қалдырып кетіңіздер. Бізден курс өткен кісілер болсын, курс өткен кісілер болса, өздеріңіздің впечатленияларыңызбен біздің артық кем тұстарымызды, плюс-минус тұстарымызды жаза өтіңіздер. Бізге де сын болсын, келесі жолы кем жағымыз болса түзеуге, немесе бір әліміз жетпей жатқан жақ болса, түсіндіре алмай жатқан оқушыларға қысқа жолмен, онда біз соны улучшать етуге жұмыс жасаймыз. Осы жерге де қалдырып кетсеңіздер болады, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді. Енді бірақ сондай сөге жамандай көрмеңіздер, қатты боғау сөз жазбаңыздар. Бірақ ойларыңыз болса бөлісіп, может, Омаркеттің өзінің улучшениесіне бойынша, ішінде функциясы, жұмыс жасалу бойынша, технический моменттер, может, бір жайсыз жері бар шығар, барлық мысалға 100 адам болса, бір 70-не жайсыз жері болатын болса, міндетті түрде оны өзгертуге мүмкіндік бар. Функционалын, Омаркеттің функционалын айтып, Омаркеттің басшыларына ұсыныс есебінде хаттама жіберіп, оны өзгертуге болады. Ол қиын емес достар. Так что тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, басқа да бір моменттер болатын болса, жазыңыздар, директке қалдырыңыздар, телефон нөмірлеріңізді қалдырыңыздар. Тікелей менен консультация аламын дейтін болсаңыздар, телефон нөмір қалдырғанда тікелей Арманнан консультация алғым келеді деп қалдырсаңыздар, мен өзім звондаймын сіздерге, өзім түсіндіріп айтып беретін боламын. Енді мына жерде бағасы прайс болғанда қараңыз, енді ол жерде бұл помидор, огурцы емес қой, қолмен ұстап, қатты екен алам, қолмен оны ұстап көре алмайсыз, оны искеп көре алмайсыз, киіп өлшеп көре алмайсыз, оның просто бағасының ішінде оның құндылығы бар. Сіздің ақшаңызды алғаннан кейін, сіздің алдыңызда қандай міндетіміз бар біздің. Сол жазылады, ол бір ғана нәрсе емес, бірнеше нәрсе болғаннан кейін, ол өте ұзақ болады текст. Түсініңіз ба? Содан кейін олай шығарып жазып қойған жайсыз. Біздің TikTok каналға тіркеліп қойыңыздар, о жақта да информациялар шығып отырады, бөліп шығарып отырамыз. Өздеріңіз
жіберіп алмай қарап отыруларыңызға тиімді болады. Енді әр площадканың өзінің мүмкіндігі бар ғой. Мысалы, Инстаграмның өзінің мүмкіндігі бар, ТикТоктың өзінің мүмкіндігі бар. ТикТокта мысалға прямой ашып қойып көрсетіп отыруға мүмкіндік бар еді, площадканы ашып қойып, мысалы, міне деп маркеттің ішіне кіріп, ашып, бірге изучать етіп, мына товар мынандай, мына товарға қатысу үшін, немесе мына предзаказға қатысу үшін товарды қалай іздейміз, қайда қараймыз деген сияқты первичный таныстыруларды көрсету жеңіл. Түсінікті ма, достар? Сол кезде сіздерге де тез қабылдап, тез жұмыс жасап кетуге, тезірек сұрақтарыңызға жауап алуға мүмкіндік болады. Жақсы, достар, онда сағатта кешкі 10 болыпты ғой, уже сағат 8:30-нан ба? Біз тікелей эфирді бастадық, 1,5 сағат. Уже 2 рет терлеп, кеуіп кетті ғой денеміз. Прямой эфирде толықтамай сөйлейміз деп. Қымыз-кіргі дейді. Жақсы, достар, сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Жеке курсқа сағаттар ашық, VIP пакетке алып, результатты көздейтін адамдар жазсын. Тек результат маған маркетте заказ бар екен, көргім келеді дейтін кісілер болса, директке қалдырыңыздар. Жақсы, аман сау болып тұрыңыздар. Келесі тікелей эфирде кездескенше.